Бартарыңызға сәлем YouTube көрермендер. Бүгін медицина жайлы подкастымыздың нөмірі 2 шығарылымы. Қазақстан Ресей медициналық университетінің патологиялық физиология, патологиялық анатомия кафедрасының аға оқытушысы Қабдығалиев Ерасыл Асанович бүгін біздің қонағымызда. Бірақ қазіргі заман талабы ма мүмкін, бірақ көп студенттер кітапты көп ала бермейді. Бізде пересдача деген болмайтын, сразу летом летоға кететін. Сессияға дайындалу керек семестрдің басынан деп айтамын мен всегда. Мені заставлять ететін сол. Мүмкін содан кейін де кейбір студенттер мен тиран деп те айтады. Бір күн бұрын алған білім, ол 5 минуттық білім. Оны есікті жапқанға дейін бір студент сабақта сотовыйды қолданып ChatGPT-ге салып жібереді жаңа фотосын. Сөйтіп маған қызық болды, ол қалай жауап береді. Соны көрсетші деп едім, жауабын ол қате. Біз үшін шыны керек патологиялық анатомия қиын сабақтардың ішіне жатады. Патологиялық анатомия сабағын қалай оқу керек? Барлығы маған қарсы шығатын шығар патологоанатомиядан сабақ беретін адамдар, но мен студенттерді оған заставлять етпеймін. Құлағында наушник, карандашпен суретті музыканы қосып қойып сала береді. На автомате салады. Ал мен былай салдырамын, мысалы бауырдың майлдистрофия десек, мысалы гепатоцитті сал деймін. Гепатоцитті салады жасушаның ядросын шетке қарай ығыстыр, шетіне қарай ішіне майдың тамшысын сал. Міне саған майлдистрофия. Семей медицина университетінің білімін деңгейін қалай бағалайсыз және басқа университеттерде жұмыс атқарып жатырсыз? Солармен салыстырған тұрғыда қалай салыстырып бере аласыз? О, мне пришел помощник доктор дейді де, киімін жинайды, жинап кетіп қалды. Дәрігер. Иә. Получается, мен дәрігер болып қалдым. Бәрін не үшін оқимыз деген бір студент болғанымызда қиналған кезде айтқан сөзіміз бар шығар. Бірақ кейіннен соны практикада қолданған, енді есімде қалып қалған нәрселер, соның бәрін практикада қолданған кезде сол кезде қуандым. Бір жыл интернатураны менің ойымша полностью практикаға арнау керек секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Яғни дежурстволар, соларды тырысып студенттер жасау керек сияқты. Сол объявлениені тауып алдым, сөйтіп барсам, сол осужденныйларға арналған, сол түрме орын екен. Бартарыңызға сәлем YouTube көрермендер. Бүгін медицина жайлы подкастымыздың нөмірі 2 шығарылымы. Қазақстан Ресей медициналық университетінің патологиялық физиология, патологиялық анатомия кафедрасының аға оқытушысы Қабдығалиев Ерасыл Асанович бүгін біздің қонағымызда. Бұл подкаст өзінің денсаулығына бейжай қарамайтын және болашақта медицинаға түсемін, медицинаны өзімнің өмірімнің жалғасы ретінде санайтын адамдарға өте қызықты болады деген ойдамыз. Сондықтан бүгінгі қонағымызға қош келдіңіз дегіміз келеді. Өзіңізді айтып таныстырып өтсеңіз болады. Шақырғандарыңызға рахмет. Барлығыңа сәлем. Менің атым Ерасыл Асанов болады. Мен осы Семей, Шығыс Қазақстан облысының тумасы болып табыламын. Былайша айтқанда бұл альма-матер, менің университетім. Менің осы оқуға түскен, осы оқуды түгелде осы 10 жылымды осы университетке арнап, осы қалада, Павлодар қалаларында осы оқуымды тәмамдап бітірген орын болып табылады. Өте ыстық мен үшін, шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді сұхбатымыз өте қызықты болады деген ойдамын. Сұрақтарыңызда өте қызықты және ең бастысы студенттерге, тыңдаған тыңдармандарға да бір өте қызықты бір подкаст болады деп сенемін. Ең біріншіден келгеніңізге үлкен рахмет. Енді біз жалғастырамыз. Бүгінгі біздің қонағымыз өзіміздің альма-матер Семей медицина университетінің түлегі және қазір осы жаңа подкаст бойында айтып өтеміз қандай жолдардан өткендігі. Қазір уақытта Алматы қаласында жұмыс жасап жатыр. Ең бірінші сұрақ, әрине сіз енді медицина саласында өзіңіз білім алдыңыз, медицина саласында қызмет еттіңіз, неге медицина саласына келдіңіз және бұл шешімге қалай келдіңіз, не түрткі болды деген сұрақ. Жалпы мен медицинаға былайша айтқанда 8-ші сыныпта ауылда, yani Үржар ауылының тумасымын ғой. Сол Үржарда туып өстім. Сонда 8-ші сыныпқа көшкен кезде неге екенін білмеймін, қоршаған ортаға, биологияға көп бейім болды да менде. И енді живодерство дейсіздер ме білмеймін, бірақ мен сол кезде уже бақаларды кесіп, сондай эксперименттер жасай бастағанмын. И сол 8-ші сыныптан басталды менде. Потом биологияны таңдай, медицинаға түсем деген ой туындады. Сол 8-ші сыныптан мен негізі кардиология, жүрек жағы маған қызық болады. Сөйтіп сол мамандық таңдаймын деп ойладым. Бірақ 11-ші сыныпқа келген кезде енді ата-анам бар ғой, ата-анам сосын айтады, папам айтады, международный отношения сөз дейді. Английский таңдайсың деп, ағылшын тілін таңдайсың, международный отношения сөз. Мама айтады, ағам бар менің үлкен, ол инженер, физиканы таңдайсың да сен Шәкәрім университетіне түсесің деп айтады. Сосын мен айтамын, медицинскийға түсемін деп, мен дәрігер боламын деп сөйтіп айтсам, олар пенсияға шыққанша оқиын деп едім, ұзақ оқымайсың деп олар маған ұрсады. Сосын көндіре алмадым. Сосын көндіре алмағаннан кейін жарайды дедім де, сонда түсем, сендердің айтқандарың болады дедім де, бірақ өзім биологияны таңдап жүре бердім 11-ші сыныпта. Сосын бітіргеннен кейін медицинскийға түсіп кеттім, грантқа түсіп кеттім осы университетке. Содан әке шешем көргеннен кейін қарсы болмады, енді медицинскийға түсті.
бірақ кейін бітіргеннен кейін керісінше өздері мақтана бастады. Менің ұлым дәрігер, менің ұлым медицинскийді бітірді. Онымен қоса ол Семей медицина университеті ол Қазақстандағы ең бір передовой мықты вуздарының бірі. Сондықтан өте андай мақтанышпен айтатын. Қазір де мен әлі тиісіп айтамын. Айтып едіңдер кезінде инженер болады, международный машинаға түседі, дипломат болады деп айтып едіңдер, болмай қалды, шықпай қалды деп. Сол себепті мен өзім таңдауым болған, ешкім мені күштемеді, керісінше мені отговаривать етті, түспей қой деп, бірақ мен өзім таңдауым бойынша түстім. Бірақ қазір өзімді сабақ беруден, преподаваниедан тауып болды, оқытушы ретінде. Мен өте қатты қуанып отырмын. Біріншіден неге мен Ерасыл мырзаны бірінші рет Инстаграмнан көргем. Сол кезде Семейдің түлегі болған кезде бір мақтаныш сезімі пайда болды біріншіден. Дәл қазір екінші мақтаныш сезімі пайда болып отыр, өйткені қай жақтансыз деген кезде Ыржар деп айттыңыз. Мен де Ыржар ауылынанмын. Ыржардың өзіненмін. Жансүгір мектебінде оқығанмын. Сіз қай мектепте? Жансүгіровте оқыдым мен де. Сіз де Жансүгіровте. Бір мектепте, бір медицина саласында, бір университетте оқамыз. Және сіз мені аттас болып келеміз енді. Өте үлкен сәйкестіктер болып жатыр, шыны керек. Өте қатты қуанып отырмын. Ыржар тумасынан екеніңізге өте керемет, тамаша. Енді және айтып жатырсыз ғой, үйдегілерім басында қарсы болды деген секілді. Ол кісілерді мүмкін ойын өзгерту үшін бір нәрселер айттыңыз ба сіз? Айттым, көп нәрсе айттым. Бірақ олар басында енді қалай айтсам, ұрсып деп айтуға болады ма? Сол ұрысқан сияқты болды, что медицинскийға түспейсің, сен басқа жаққа қарай барасың деген сияқты. Бірақ жаймен келе, енді 8-ші класстан бастадым ғой мен. Сол 11-ші классқа көше келе кішкене ақырын енді жаймен түсіндіре бастадым, мен медицинаға түскім келеді. Себебі мен инженериядан өзімді таба алмаймын. Дипломат мен бола алмаймын адамдармен. Мүмкін болсам болатын шығармын, бірақ мен өзіме андай қалай айтсам, кезінде ғұламалар, ғалымдар айтып кетті ғой, өзің мамандығыңды дұрыс таңдасаң өмір бақи демаласың деп. Иә. Сол сияқты мен айтамын, мен ол жерде өзіме жақсы орын таба алмаймын, ол жерде мен жұмыс істей алмаймын. Бәрібір мүмкін оны мен тастап кетер едім, ол түскен жерімді мүмкін ұнамаған себепті. Сол себепті мен өзіме ұнаған жерім сол медицина болды, өзіме қызық зерттеу саласы. Сол себепті түстім. Ақырын оларды солай көндірдім, сөзбен, жаймен. Енді ол үшін әрине бір уақытта көнген жоқ олар. Мен 11-ші жасқа дейін көндірдім. Енді андай әрбір адамның өзінде бір переломный момент болу керек қой, мен точно медицинаға түсем деген. Сіз енді айттыңыз 8-ші класста мен ойлана бастадым деп. Сол қандай момент? Мен мысалы өзімнің көршім болған, сол кісі медик болған. Сол кісіге қарап медик болғым келетін. Ішімде бір адамға көмектесу деген ниет болатын. Сізде қандай бір түрткі болды жүрегіңізде осы медицинаға деген бір түрткі болады ғой, бір нәрсе өзгертетін? Сондай түрткі болды. Прям сондай түрткі болды деп айта алмаймын, бірақ 8-ші класста зерттей бастадым биологияны. 10-11 сыныптарда просто адам анатомиясы, жүрек дедім ғой, вот сол маған қызықтыра бастады. Болды, ештеңе түрткі болмады, просто өзім соған қызықтым, адамды зерттеуге. Керемет. Семей медицина университетін таңдау қандай себеп болды сізге? Біріншіден маған жақын, бір облыс. Екіншіден енді бүкіл мен өзім шыны керек 11-ші сынып бітірген кезде мен Асфендияровты ғана білдім. Және Астана медицина университетін ғана, және Қарағандыны білдім. Білгенім осы 4-ақ вуз болатын. 4 вуздың ішінде маған жақыны және ең ішіндегі мықтылардың бірі ол жаңағы Қарағанды университеті мен Семей болған. Сол себепті мен Семейді таңдадым. Қарағандыға енді маған туыстарым да жоқ ол жақта, былайша айтқанда ол жақта тұру маған қиын болатын еді. Ал мына жерде менің бүкіл туысқандарым бар осы жақта. Сол себепті керемет. Енді қараңызшы, мынандай нәрсе болуы мүмкін. Қазір біздің көрермендеріміз сізді осы бір жақын арада оқу бітіріп, жақын арада оқуға түскен адам ретінде көруі мүмкін. Біз де солай көреміз, сізді жас ретінде. Енді ол қай жылы болды? Сол жылды айтып өтейікші. Осы жылы мен НТ тапсырдым, осы жылы түстім деген сияқты. Уже қанша жыл болды? Негізі сіз уже бірталай жыл болды медицинада жүргеніңізге. Иә. 2009 жылы мен медицинский медицина университетіне түстім Семейге. НТ-ді сол жылы тапсырдым, получается. И 2019-да бітірдім. 2019-да бітірдім. Мен 5 жыл 2009-дан, получается 14-ке дейін ба? 16-да мен интернатураны бітірдім. Одан кейін резидентураны 3 жыл оқыдым. Осында анестезиология реанимация бойынша областной больницада практикада жүрдім. И 19-шы жылы бітірдім де мен документтерімді бәрін алғаннан кейін, дипломымды алғаннан кейін Алматыға қарай көштім. Алматыға қарай көштім. Алматыда енді бізде бүкіл Қазақстанның жаңағы медицина қызметкерлері еңбек KZ сайты бойынша резюмелерін лақтырады ғой. Тура солай бүкіл жерге мен резюмелерімді лақтырдым. Және вуздарға лақтырдым, барлығын лақтырдым. Алматыда не бар? Медициналық организация, соның барлығын лақтырып, и кім отзыв артқа қарай береді, соларға қарай
консультация енді собеседованиеға бардым былайша айтқанда. Мгм. Сол сұхбаттасуға, собеседованиеға барған кезде бірнеше больница шақырды, вуздар шақырды. Енді условияларына қарадым, себебі Алматыда енді өмір сүру жеңіл емес, сондықтан условияны кім жақсы қояды, кім жақсы жасайды, сол жаққа қарай жұмысқа кіремін деп ойладым. Енді условияны жақсы қойғандардың арасында бізде жаңағы реанимациялар болды. Бірақ зарплаталары енді мен қазір КРМУ-дан қарағанда кішкене аздау болды. Сол себепті мен сол КРМУ-ды таңдадым. Себебі енді ақша жағынан. Басында ақша жағынан болды, бірақ кейіннен мен сабақ бере бастаған кезде мен өзімді қателеспегенін түсіндім. Сабақ беру, маған оқытушы болу кішкене өзіме қызықтырақ ісім болады. 2009-дан бері сонда сіз 16 жыл уже медицинада жүргеніңізді айта аламыз, иә? Яғни керемет. Өйткені сол жаңа бағана айтқандай бізде логикалық тұрғыда көрген кезде сізді жас деп көретінбіз. Яғни мүмкін резидентура оқып жүрген шығар деген сияқты. Сіз уже резидентураны давно аяқтап тастадыңыз десеңіз айтуға да болады. Жақсы, енді біз университет тарапынан қатты алшақтамаймыз. Университеттегі алғашқы қиындықтарыңыз туралы айтып өтсеңіз, студент ретінде. Ә, студент болып түскен осы медицинский семейдегі қиындықтар ма? Ең бірінші қиындық ол маған бірінші сентябрьде, енді сабақ басталады ғой. Сол кезде бірінші семестрде менде анатомия болды. Анатомия үстінен топ ете қалдық. 11 сыныпты бітіріп, енді анатомический корпуста кіріп келдік. Преподаватель болатын, қазір ол кісі істей ме істемей ме білмеймін. Сол кісіге түскен кезде шынымды айтсам атымды ұмытып қалдым. И сол кісі келеді де бізге сүйектердің бәрін шашып келеді. Бір где-то бір 20 атауны қателеспесем латынша тарсылдатып бірінен қатар оқып шығады. Біз қолымызда ручка мен дәптер, ананы айтқанын жазып үлгермейміз, не жазып жатқанымызды өзіміз түсінбейміз, апыр-топырымыз шығарады. Міне осыларды қазір жаттайсыңдар дейді де, есік жауып кетіп қалады. Апыр-топыр біз де отырмыз, ана атластардың бәрін ашамыз. Сол бізге қиындық тудырды. Мысалы келе салдық, түсінбей қалдық, бірақ соны жаттайсыңдар дейді де, сүйектермен көрсетесің деді. Біз оны анатомияны ашамыз, влажный препараттар бәрі дайын, біз оның бәрін қарап, сөйтіп басында сол қиындық тұрған сол анатомия болды. Одан кейін бір аптаның ішінде біз оған ақырын бейімделдік, оған үйрендік, жақсылап оқыдық. Былайша айтқанда шешімін таптық. Кітаптарды оқыдық, библиотекадан шықпайтынбыз. Енді ол кезде бізде қазіргі смартфондар да жоқ. Ол кезде телефондар, кнопочный телефондар болды. Иә. Бұнда фотоға түсіру деген ондай нәрсе жоқ. Бізде тек конспект болды. Дәптерге келесің, библиотекада кітап жетіспейтін болатын. Қиындықтардың бірі. Және техниканың жетіспегеннен кейін біз кітапты аласың, студенческий тапсырып, библиотекадан алып, сыртқа қарай мына айналада ксерокс болады. Иә. Ксерокс 1 теңге болатын ол кезде, әлі есімде, 1,5 теңге, 1 теңге бір бет. Соны ксерокс ететінбізді, үйге алып кетіп конспект жазатынбыз қайтадан. Болмаса, кітаптан. Кітапты ксерокс, үйде кітап жоқ. Себебі кітап жетпейді. Еще орысша кітаптан оқитынбыз. Қазақша кітаптар мүлде жетпейді. Содан үйге барып сол кітаптардан жазатынбыз. Болмаса, енді стипендия аз болатын, біз есімде бар, 9 теңге болатын стипендиямыз. Стипендияң жетпей жатса, онда ксероксқа құртпай, сол библиотекада кешке дейін, түнге дейін отырып, конспект жазып, содан кейін барып бірақ қайтатынбыз. Керемет. Енді қазір бізде де библиотекада адамдар көп отырады, шыны керек. Бірақ қазіргі заман талабы ма мүмкін, бірақ көп студенттер кітапты көп ала бермейді. Мүмкін байқасаңыз студенттер, ол кісілер көбінесе ютубтан қарайды, презентациялар қарайды деген сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Кітаппен оқыған дұрысырақ па? Менің ойым, негізі студенттерге мен қазір де оқытушы ретінде де айтамын. Бірінші классика ол кітап. Кітапты бірінші оқу керек, екінші конспект жазу керек. Конспектсіз болмайды, себебі сен оқыған нәрсеңді визуализировать етуің керексің. Тіпті бәрін көшіріп қажет емес. Қазіргі студенттердің на автомате бәрін көшіріп алатындары бар, ол дұрыс емес. Ойша суреттеп, сол ойлаған нәрсесін, соны сурет қылып салса да, соның ертең өзіңе подсказка ретінде болады. Одан кейін барып ютубты көре ма, тағы басқа арналарды көре ма, инстаграм көре ма, тикток көре ма, өздері басқа жерден қараса болады. Бірақ бірінші менің ойым, ең бірінші ол классика кітап. Қалай ойлайсыз, кітапты студенттер алмай кеткенге не себеп деп ойлайсыз? Бір себебі, мүмкін оларда электронды кітабы бар шығар, ол кітапта. Мүмкін электронды кітаптан қарайды. Екіншіден, қазіргі мына поколение дейміз ғой, олар кітаптан оқуға емес, олар более техникаға жақын болғандықтан, оларға қабылдау сол техникадан жеңіл болып келеді. Ол енді заманына қарай болып тұр ғой. Иә. Сол себепті қазір көп дәрігерлер, оқытушылар меніңше сол онлайн жаңағы интерактивный контентті дамытса, мне кажется, сол әдемі жақсы болатын еді. Себебі студенттер қазір мына поколение солай болып тұрса, одан кейін поколение мүлде жаза алмайтын да поколение болуы мүмкін.
сол себепті оларға сол заманына сай кішкене оқыту әдісінде мен өзгертемін обычно универде, және мына информацияны ақпаратты подача жасайсың, соның өзін тоже өзгерту керек деп ойлаймын. Себебі енді біз оларды күштей алмаймыз, оны ұрып соға алмайсың сен. Олар адамдар, ол сол заманда туған, олар өзгермейді, олар қалыптасып қойған, сол себепті соған қарай кішкене бейімделу керек деген ойдамын. Керемет. Бізде енді өзіміздің жеке бағдарламамыз бар. Приложение дейді телефонда, Семей медицина университетінде. Ол сол приложенияның ішінде бізде әр тақырыпқа жаңағы видео лекция және де бірге видео жаңағы лекциямен бірге материалдар қосымша тұрады. Біз осыларды алып оқимыз. Сіздердің университеттерде, Қазақстан Ресей медицина университетінде сондай ма тоже? Сіздердікі тамаша екен. Бізде приложение дейтін приложение жоқ, бірақ Moodle деген платформа бар. Сол Moodle деген платформаға біз тапсырмаларды, видео лекцияларды, барлық тест, ситуациялық задача, оның бәрін саламыз. Бізде силабус тұрады обычно. Одан кейін жаңағы видеоролик лекция, одан кейін жаңағы презентация тұрады. И кітапты өзіміздің библиотекадан келіп алуға болады. Бізде дәл сол материалдар, кейде біз біздің сол Крымудың өзінің библиотекасы бар. Сол библиотеканың электронный библиотекасы бар. Сонда ссылкаларын қалдырып қоямыз, сол кітаптарды. Сол арқылы тоже сол жерден оқи береді, қарай береді. Презентация жоқ. Презентацияны біз кейде лекционный материалды презентацияға жүктей саламыз. Бірақ енді андай презентация дегенде қандай объемда айтып отырсыз? Именно бізде основном сол кітапта тұрған ақпаратты презентацияға салып етеді. Мен өйткені кітапты ашып қарадым, екеуі бір ақпарат екен. Бірақ презентацияда сәл азайтылған и версиясы түсініктірек жазылған екен. Яғни жаңағы лектор өзі түсінігімен жазған кітаптағы. Бізде сол жеке презентация болмайды, бірақ лекционный материал сол презентация түрінде болады. Бізде лекцияның материалдары бұрынғыдай емес қой. Бізде бұрында мысалы бағыт бағдар ғана беретін ғой, мынаны оқисың деп. Қазір лекциялар көбіне обширный тақырыптар ішіне ашып жазады да, и сол себепті соның ішіне жүктеліп кетеді. Керемет. Енді университетте қалай оқыдыңыз? Университетте мен прям супер отличник болдым деп айта алмаймын, но максимально оқуға тырысатын, себебі маған ол қызық болды. Шындығымды айтайын, мен бірінші курста бізде көп андай, енді керексіз деп айта алмаймын, но артық сабақтар болды. Енді артық деуге де болмайды. Мүмкін әр дәрігер енді кейін бір должность алады ғой кейін. Сол должностьқа ол сабақтар мүмкін керек те шығар. Экономика дейсіз, социология, политология, тағы не болды. Тарих, енді само собой тарих керек. Философия, филология, сосын тағы не бар? Қазақ тілі, орыс тілі. Биохимия деп ғой. Қателеспей, биохимия так керек. Биостатистика. Биостатистика. Бұлар енді кейін бір должность аламын десе, олар приложение болу керек, ол керек. Бірақ мен ол сабақтарды шыны керек оқымайтын. Мен ол сабақтарды енді преподавательдерға не в обиду, но мен ол сабақтарды қатты оқымайтын. Әйтеуір балымды алып шықсам, 4-імді алып шықсам, главное бітті деп сол GPA-м шығарып алатын. Шыны керек, мен GPA не екенін білмеппін. Мен бірінші курстан бастап бітіргенге дейін GPA деген нәрсеге мән бермеппін. Өзімнен өзім фанат болып оқи бергенмін бұл. Ол сабақтарды, получается, мен осы нашар сабақтарым сол бұл. Медицинаға өзіне байланысты сабақтарды мен қызығып оқитын. Ал байланысы жоқ сабақтарды онша мен өз мектепте де солай оқығанмын. Точно сабақтарды оқитында балтология жағынан онша жоламайды. Керемет. Енді бітірген кезде қалай болды? Относительно бағаларыңыз жақсы болды ма? Мен 5-ші курсты бітірген кезде мен GPA-ім 3.47 болды. Керемет, өте жақсы. Мен 3.47 деген баға Семей медицина университеті үшін өте үлкен. Негізінде. Сондай. Мен өзім байқамай қалдым. Негізі мен ондай балға жетемін деп ойлаған жоқпын. Мен 3-ші, 4-ші курстарда 3.33 солай болды да. И 5-ші курста, получается, поднажал, клиникаға мен көтеріп кеттім. И бостардан жақсы бағалаған болатым. Жақсы. Енді университетте активист болдыңыз ба? Шынымды айтайын жоқ, активист болмадым. Бізде активистер болатын. Мен 3-ші курстағы курстарымда айтып тұрмын. Получается, 1, 2, 3 деп басталды. 3-ші, 4-ші топтарда оқыдым. Бастапқы топтар бізде активист болатын. Бірінші топтар, екінші топтар. Бірінші топ бізде прям андай самый активный, прям мықты студенттерді сөйтіп айтады. Бірақ шыны керек, мен олар былай сырттай қала беремін, былай аса танымайтын. Мен тек өз сол айналамда жүрген А, Б топтармен ғана араласатынмын да. И мен ойша андай сабақ оқу кезінде өзі бір кішкене тұйықтау болатынымда, қасымда группаластарым өздері біледі. Особо көп сөйлей бермейтінмін, өзім спокойный, тыныш адам болатын. Содан кейін олар басқа курстың адамдарымен онша таныс емес еді. Бірақ жоғары курсқа келе мен ашылдым да, студенттермен сөйлесіп, кішкене общение. Сол кезде ғана сөйлесе бастап тани бастадым. Қазір көп таныстарым бар, бүкіл Қазақстан қалаларында бар. Тіпті айтсаңыз, Қостанайда да бар. Біздің осы Семейді бітірген мықты реаниматологтар сол жақта істейді.
сол кезде ғана. А былай өзімді активность университеттің бір активный жизньна өзім араласпаппын. Ең бір активность бір қатысқан бір жерім бар. Хор болған университетте. соған ғана қатысыппын, болды. хорда Иә. керемет. Ән айтасыз? Ән айтқанда дауысым сондай жоқ, просто бізде көп адам ғой. Иә. Сөйтіп массовка ретінде біз андай хорға сөйтіп қатысып шығартынбыз. Басқа да бір қырларыңыз бар ма біз білмейтін? Қырлар қандай жағынан? Енді мүмкін ән айтасыз, сурет саласыз, билейсіз. Жоқ, сурет салатынмын гистологияда. Гистологияда енді кейде болатын сурет салалмайтын студенттер болады ғой, соларға суретін салып беретін. Гистологиядан сурет жағы ұнайды маған. Ал ән айту, би билеу ондай жағы жоқ. Дауысымда жоқ, өлең айту, билеу деген ондай нем жоқ. Икемім жоқ ол жағынан. Аха. Енді сол кездегі активистиканы қалай бағалайсыз? Ол Қандай кездегі активисттер олар бар ғой, көбіне студенттік өмірде әртүрлі шаралар болады ғой, мероприятия. Иә. Сол жағынан ғана қатысатын. Қазіргі сендердің істеп отырғандарың сияқты жоқ. Енді мысалы қазір ректор, проректор университеттің жастарын дамыту, әртүрлі іс-шараларды дамытасыңдар ғой. Соған ондай болмады. Тек олар сол активный бір 5 адам болса, сол 5 адам активныйды, и сол 5 адам барлығын вывозить етеді. керемет. Енді бізге қызық шын керек. Иә. Бізден бұрынғы кездегі кісілермен көп сөйлеспейміз ғой. Иә. Мен үшін қызық болды. Енді жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз? Активизм студенттік өмірде керек пе? Жалпы болашақта мүмкін Керек. бір қандай бір Себебі осындай адамдардан кейін организаторлар шығады. Дәрігерлер болады практический медицинада, және сол практический медицинада еще плюс организатор. Олар ертең дәрігер болғаннан кейін ол сол отделениенің бөлімшенің заведующий болса да, меңгерушісі болса да, оланы алып кете алады, ары қарай жүргізе алады. Сол мекеменің бас дәрігері болса да, ол ары қарай алып кете алады. Себебі ол өмірді біледі. Бұл жақта белсенді қалай істеу керек, ол мәселен бәрін меңгергеннен кейін оған жеңілдеу болады деп ойлаймын. И ол мекеме алға қарай жылжиды. Ал егер де тұйықтау, кішкене ондай араласпайтын, активный жизньға араласпайтын адамдар болса, олар кейін организаторский моменттерді кішкене упускать етіп алады. Олар больницаларда кішкене артта қалып қояды. Иә. Жақсы. Рахмет үлкен. Енді келесі бізде сұрақ мынандай, өзіңіздің алғашқы сессияңыз есіңізде ма? Қанша алдыңыз деген? Қанша алғаным есімде жоқ, бірақ анатомия есімде. Анатомия қатты травма Иә. бізге. Анатомия қатты, потому что біз оны қатты меңгерген болатынбыз. Енді қиналғаннан кейін, енді қинағанда дұрыс деп ойлаймын, себебі қиналғанда біз көп нәрсені меңгеріп аласыз. И сол қинағанның әсерінен біз көп нәрсені меңгердік, бірақ мен ол сол бағам есімде неден. Ол кезде біз 3 этапты экзамен тапсыратынбыз. Қазір білмеймін қалай сақталғанын. Бірінші этап бізде ОСП болатын практически. Бізде влажный препараттарды 10 станцияға қойып қояды. 10 станцияда влажный препарат тұрса, инелер қадалып тұрады. Инелерде цифралар жазылып тұрады. Дәл сол. Сол цифралармен бізге бланк береді. Иә. Бланкта, например, артерия клавикулярис десе, соны бүйтіп қарайсың да, сол қай жерде цифра тұр, соны белгілейсіз. Сөйтіп 10 станцияны өтесің. Содан мен өтіп, бәріміз шошып одан құлаймыз деп, бізде пересдача деген болмайтын. Біз сразу летом летоға кететінбіз. Сол себепті қорқып, содан мен әрең дегенде сол 3-0-ді алып шыққанмын. 3-0 деген 80%, 80% солай примерно. Одан кейінгі бізде дивзачет болады. Дивзачет ол бізде ауызшасы. 3 сұрақ билетті, ауызшасын тапсырамыз. Одан мен 3.33 алдым, есімде бар. Одан кейін тест болды. Тест бізде ең жеңілі бізде тест болды. Тесттен біз өзіміз 100 немесе 99 алмасақ біз жылайтынбыз. Тест дегенде қалай? Кафедрада қағазбен тапсырасыздар? Сириус деген программа болған. Иә. Сол программада біз мына тестовый центрда, кәдімгі мына екінші этап тестовый центрда. Бізде керісінше қазір наоборот. Практическийді жақсы алып шықпасаң, сессиядан сен точно құлайсың деген ой болады. Потому что сессиядан максимум 70. Мен енді қанша оқысам да 80 болды, солмен ғана шектелем. Енді білмеймін. Енді влажный препараттарды просто жаттап алуға болады да. Андай жүресің деген сияқты. Бізде керісінше екен енді. Бірақ дәл сол зат қалған бізде де тура солай. Келесіз мұғалімге сабақ айтасыз, ол бір баға қойылады. Формативный оценивание бар, ол бір баға қойылады. Одан кейін ОСП и сессия. Сол баға сол түрінде келеді. Енді бізде КРМУ-дың студенттері қарауы мүмкін. Сіз өзіңіздің ойыңыз сессия қалай дайындалу керек? Сессияға дайындалу керек семестрдің басынан деп айтамын мен всегда. Семестрдің басынан конспект жаз, оқы. Менің бір енді студенттерді қинағаным ба екен, жоқ әлде мен өзім тактикам ба, білмеймін, қалай айтуға болады. Мен студенттерге 5 кітап оқытқызамын. Қайдан оқысын? Мен кітап деген енді кітап болмаса да 5 ресурс. 5 түрлі ресурс. Мысалы, пневмония болса, пневмонияны 5 жерден оқы деймін. Керемет. 5 жерден оқы деймін. Этиологиясынан бастап, морфологиясына дейін.
емін жарай фармакологияда айтасың. Менде сол барлығын соның мен 5 ресурстан оқисың деймін. Ол студенттер қиналатын басында, олар бір-ақ кітапқа жабысады қазір студенттер. Енді жалқау, барлығымыз жалқаумыз енді. Бірақ сол 5 кітаптан оқымаса, олар жаңағы мен қойған сұрақтарға жауап таба алмайды. Сұраққа жауап табылмаса, ол енді тиісінше сол бағаны алады. Сондықтан олар сұраққа жауап беру үшін бірнеше ресурсты оқу керек болады. Мені заставлять ететін сол. 5 мүмкін содан кейін де кейбір студенттер мені тиран деп те айтатын шығар. Бірақ 5 кітапты оқыса, олар ертең мысалы бір автор өз ойындағысын бір оймен жеткізеді. Келесі автор ол өзінің ойы бар. Сол себепті соны екеуін ұштастырып, ол ертең конспект жазатын болса, ода білім нәтижесі өте жақсы болады деп ойлаймын. Және ол семестрдің басынан бастап соны ақырын оқығаны жеңіл деп ойлаймын. Сен декабрьде экзамен алдында келіп, 1-2 күн қалғанда ол бәрібір оны бір апта бұрын оқымайды. Экзаменға 1 күн қалған кезде түнгі 12-де бастайды. Мен оны білемін. Біз де студент болғанбыз, сол себепті сол 1 күн бұрын дайындалады. 1 күн бұрын алған білім ол 5 минуттық білім. Оны есікті жапқанға дейін экзаменационный кабинеттің есігін жабады. Ол ұмытады болды. Одан пайда жоқ. Керемет. Енді мен өзім таңғалып отырмын, шыны керек. 5 ресурс деген еще бұл студентке бір жақсы жері өзінің ойлау қабілетін дамытады. Яғни өзінің точка зрения дейді ғой, 5 авторды оқып, өзінің точка зрениясын шығарады. Бұл керемет әдіс деп ойлаймын енді бір жағынан. Бірақ енді біз студенттер түсінеміз, ол өте ауыр жүктеме. Қосымша сабақтары бар студенттердің. Соған қалай ойлайсыз өзіңіз? Үлгермейді ғой студенттер негізінде. Енді көп студент сұрақ қойғысы келеді сияқты, бірақ қоя алмайды. Енді менің мүмкіншілігім бар, мен басқа университетте оқимын. Сондықтан қосымша сабақтары бар студенттерге бұны алып жүру қалай қиын болады? Сіз енді біраз жеңілдіктер бересіз ба ол студенттерге? Жеңілдіктер әрине, басында мен сразу қинамаймын. Мен басында олар 5 кітап деп айтамын, олар бірінші күні көздері банк болып шошиды. Келесі сабақта неше кітап сұраққа жауап бере алмайды. Сосын мен баға қоямын, ол енді наразылығын білдіреді. Неге төмен баға? Мен сен жауап бере алмадым. Мен саған ескертіп айттым. Сентябрьде мен бірінші семестрде сразу өзімнің жаңағы пландарымды айтамын, условиялардың бәрін айтамын. Осылай. Орындайсың ба, молодец боласың. Орындай алмайсың ба, енді өзіңнен көресің, жағын көрер тұрсың. Сөйтіп олар қиналғаннан кейін 2 кітапты оқиды семестрде, 1-2 ай өткеннен кейін. Сосын 3-ші кітап қосылады. Енді сол 3 кітаппен шектеледі, бірақ қалғанын олар YouTube'дан, там интернеттен, сөйтіп интернеттен. Ол считается сіз үшін, ресурс? Саналады. Хотя бы ол басқа бір адам бірнеше нәрсені қарады. Менде сөйтіп қинағанның кесірінен көп студенттер қазір 4-ші курста оқиды. Әлі күнге дейін рахмет айтады. Мақтанғаным емес, бірақ олар сол кітапты ары қарай жалғастырып келе жатыр. Олар қазір өздеріне памяттеріне заложить етіп алған. Енді ол әдетке айналдырып алғаннан кейін ол соны жалғастырады. Және ол сол 5 кітапқа жетеді ғой. 5 кітап деген сол 5 ресурсқа жеткеннен кейін мен оларға плюс 2-ші семестрда айтамын. Енді пневмония дедік, жаңа пневмонияның енді әлемде қандай өзгерістер болып жатыр. Пневмония бойынша сен ғылыми бір факт айтасың маған. Әрбір студент сонда маған әртүрлі факт айтып келу керек. Өз айтқан тақырып бойынша. И сонда 12 студент болса, 12 студент 12 түрлі факт айту керек. Сол кезде ғана ол 95-100 деген бағаны алады. Керемет. Мен студенттер қиналады, жаңағы сіздің сұрағыңыз қиналады. Бірақ түсінесіз ба? Түсіністікпен қараймын әрине, бірақ бәрібір заставлять етемін, чтобы олар результатқа шығатындай. Ертең қазір қиналады, зато ертең жеңіл болады. Сіз өзіңіз басыңызда айтып өттіңіз ғой, қалай дайындалу керек деген кезде. Сол нәрсені қолдану керек сияқты. Бірінші кітаптан оқыдыңыз, одан кейін YouTube'ты қарадыңыз, презентация оқыңыз деген сияқты, оның бәрі ресурсқа жатады сіз үшін. Сол себепті қатты қиындық тудырмайды, негізі керек деген адам ғой. Өйткені мен де солай тактика қолданатын. Бізде мынандай жүйе бар ғой, қазір сіздер байқайтын шығарсыз, лекция жүргізіп жатыр ма сіздерде университеттерде? Лекциялар бар, Бізде де бар лекциялар. И лекция неге керек деген сұрақ қойдым өзіме. Сонда былай екен. Бірінші студент лектордың лекциясын көрсе, немесе YouTube'дан лекция көрсе, одан кейін кітапты ашса, понятнее болады екен. Шыны керек. Өйткені сіз кітаптан бірден ашасаңыз, ана ғылыми терминдардың миыңызға кірмей қалады кейбір кезде. Сол себептен адамдарға жаңағы айтам, бірінші лекциясын да YouTube'дан, одан кейін кітапты оқы, и оны презентациямен дополнять ет деген сияқты бір тақырыпты. Сол кезде сенде күшті бір ой қалыптасады, сенді боласың деген сияқты. Үлгерге болатын секілді негізі сіздің айтып отқан заттарыңызда. Келесі енді қазір мен ойыма бірден келіп отқан сұрақты қойып тастайын. ChatGPT-ға байланысты ол да сіз үшін ресурстың бір бөлігі болып жата ма? Негізі қарасын, бірақ ол ChatGPT-ді қолдана білу керек деп ойлаймын. Себебі онда студенттер қалай жазады, например, пневмония деп жазылады, болды. Ал пневмония деп жазсаңыз, ол қарапайым халыққа да түсіндіретін тілмен көрсетеді. Медицинаның ішіндегі ол ChatGPT былайша айтқанда искусственный интеллект интернетте тұрған бүкіл материалдарды жинайды ғой. Оған меніңше задачаны дұрыс беру керек. Дұрыс сұрақ қоя білсең, ол саған дұрыс жауап береді. Бірақ
бәрібір кітаптың орнын ала алмайды. Себебі мен мысалы өзім сабағым патологиялық анатомия бойынша студенттер, мен мысалы препарат беремін ғой. Иә. Сол препаратқа диагноз қой деген кезде бір студент сабақта сотовыйын қолданып жаңағы чат GPT-ге салып жібереді жаңағы фотосын. Иә. Сөйтіп маған қызық болды ол қалай жауап береді. Иә. Соны көрсетші деп едім, жауабын ол қате еді. Ах. Сол себепті мен оған сенімім жаңағы ол жағында тоқтап қалды. Енді басқа жағында қолдансын, пожалуйста, бірақ ана беретін сұрақтарын толықтай ашып жазу керек. Не керек екен. Сол кезде ғана ол біраз информация бере алады. Бірақ бәрібір оған түңілуге болмайды, себебі интернетте де қателіктер аз емес. Иә. Құрметті достар, сондықтан чат GPT ол бізде үстіртін жауап беретін жаңағы ақпарат жүйесі болғандықтан дұрысырақ сұрақ қойыңыздар. Сол кезде енді бірақ оған сенуге болмайды. Медик студент болғаннан кейін медициналық кітаптармен әрқашанда оқу керек деп айтамыз. Енді келесі менде всегда осындай вопрос болатын. Енді мен сізге сабақ беріп жатырсыз, мен студентпін, мен ол тақырыптарды өттім, патологиялық анатомияны да оқыдым. Біз үшін шыны керек патологиялық анатомия қиын сабақтардың ішіне жатады, өте қиын сабақтардың ішіне. Яғни ол патологиялық анатомия, патологиялық физиология, фармакология деген секілді сабақтар. Патологиялық анатомия сабағын қалай оқу керек? Патологиялық анатомия сабағын оқу үшін бірінші анатомиядан бастау керек. Себебі анатомияны білмей студенттер оның патологиясын оқу оларға қиынға соғады. Себебі мен екінші курстан байқап жатырмын. Екінші курста мен қазіргі осы қарсы шығып жатқаным сол. Екінші курста патологиялық анатомия мүлде керек емес. Бірақ енді программа бойынша қосқан. Бұған мен көп жаңа қарсыластығым бар. Енді келешекте көреміз қандай өзгерістер болатынын. Себебі екінші курста олар норманы оқып жатыр. Қалыпты физиология, қалыпты анатомияны оқып жатқаннан кейін, мысалы ол бүйректі оқып біткен жоқ, бірақ менде ол келіп бүйректің ауруын, бүйректің дистрофияларын оқиды. Иә. Ал ол дистрофияны мысалы әктену деген процесс бар, кальцинация. Сол кальцинат бүйректе түзіледі, тастар түзілуі мүмкін. Соны енді мен бүйректе түсіндіру үшін ол бүйректі білу керек. Иә. Енді бұл жерде получается мен анатомияны бірінші тоқталуым керек. Ол студентке ұғындыру үшін, одан кейін барып одан патологиясын түсіндіруім керек. Получается мен екі жұмыс істеп жатырмын. Студент қиналады, себебі ол өзі меңгермеді. Ол бір. Екіншіден гистология сабағын оқу керек ол. Гистологиясы да екінші курста жалғасып жатады, оның әлі бітпейді. Сол себепті ол сабақтарды оқымай, қалыптын оқымай патологияға келу өте қиындық тудырады. Ал патология үшінші курста келген кезде олар кішкене базаны меңгеріп шыққаннан кейін, енді ауруларды оқи бастаған кезде ол бірінші теориялық материалды, дистрофияны, например, мысалы ретінде алсақ, дистрофияны қай жерде дамиды, мысалы паренхима, строма деп бөлінеді органдар. Сол паренхимасы мен стромасын қарапайым мысал ретінде бастап, клетканы өзін салып алып, қай жері паренхима, қай жері строма, соның бәрін көрсетіп барып ары қарай дамытса ауруды, сол жеңілірек болады. Мысалы мен студенттерге мысалы патанатомияда білесіздер, ол традиция шығар, көп вуздарда сурет салады ғой альбомға. Мен студенттерге сурет салыңдар, если хотите дейді, бірақ мен заставлять етпеймін. Енді мүмкін барлығы маған қарсы шығатын шығар патанатомиядан сабақ беретін адамдар, но мен студенттерді оған заставлять етпеймін. Оны бұрынғы замандарда не үшін салдырған? Енді мен заман деп айтпай қояйын, менің алдымдағы замандарда техника мүлде жоқ болған. Патологоанатомдар жаңағы препаратты есте сақтау үшін соны визуализировать етіп салған сурет. Себебі үйде қарайтын телевизор, планшет жоқ, сотовый жоқ, сол себепті ол картинаны өзі салып алады да соған қарап қайталаған. Былайша айтқанда закрепление знания, алған білімін бекіткен солай. Ал қазіргі студенттер қалай салады? Сіз білесіз, студенттер қалай істейді? Құлағында наушник, карандашпен суретті, музыканы қосып қойып сала береді. На автомате салады. Ол салған суретін түсінбейді. Ал мен былай салдырамын, мысалы, бауырдың миелодистрофия десек, мысалы гепатоцитті сал деймін. Гепатоцитті салады жасушаның ядросын шетке қарай ығыстырып, шетіне қарай ішіне майдың тамшысын сал. Міне саған миелодистрофия. Пожалуйста, сен түсіндің бе? Қайда тұр? Ішінде тұр. Сол себепті солай түсініп салсаң, сол кезде ғана ол сенің есінде қалады. Ал былай просто кешіріңіздер за выражение, тупо скопировать етіп алған нәрсе, ол сол жерде пайдасы жоқ. Біріншіден өзін уақыт етеді. Сіз ол білесіз қанша нерв екенін, оның бояу ананың каждый точкасы. Уақыт алып 2 сағат, 3 сағат кемінде. Сол 2 сағат уақыт кеткен уақытқа одан да басқа бір пайдалы бір кітапты бір абзац оқыса да, ол өте білімді, нәтижелі болады деп білемін. Патологиялық анатомияның кітабы өте үлкен кітап. Оны енді қазіргі жастар, мына заман, TikTok-тың заманы 15 секунд ішінде тез көріп тастағысы келеді, бір нәрсені тез жаттағысы келеді. Ол оларға қиындық тудырады. Сіз қандай ресурстарға жүгінуге ұсыныс берер едіңіз, немесе қайдан қарауға болады? YouTube арна мүмкін. YouTube-тан көруге болады, бірақ YouTube-тың ішінде материалдар кейде өте беткей болып кетеді. Сол себепті бірінші бәрібір қиын болса да, қаншалықты қиын болса да кітапты оқып конспект жазу.
сол алған білімді одан кейін барып ютубта қарап бекіту. Ютубта енді более түсінікті қылып айтады ғой. Сол жаңағы алған кітаптан алған материалын түсінікті қылып өзіне бекітіп алады. Ал кітаптан бірінші оқу керек классика, ол всегда классика болады. Себебі кітаптың ішінде айтылған жаңағы ұсақ түйек моменттер өте көп. Оны интернетте кейде берілмей қалады. Интернет желісі қосымша жаңағы білімді бекіту ретінде можно деп ойлаймын. Жақсы, енді мен енді қолымнан келгенше студенттер сұрадым, басқа бір варианттар іздеуге тырыстым, бірақ болмады. Сондықтан да кітапқа жүгініңіздер, кітапты оқыңыздар. Енді уақыттарыңыз сіздің медицинаға арналған уақыт, сол себептен кітапқа оқуға көңіл бөліңіздер, сол кезде ғана жақсы баға аласыздар. Кітаппен оқып 5 ресурс оқып келген студенттерге бағаны жақсы қоюға уәде бересіз бе? Әрине, қойып жатырмын. Болды, уәде берсеңіз болды, қабылдадық. Келесі енді мынандай сұрақ: Семей медицина университетінің білімін деңгейін қалай бағалайсыз және басқа университеттерде жұмыс атқарып жатырсыз? Солармен салыстырған тұрғыда қалай салыстырып бере аласыз? Деңгейлерін мүмкін. Мен өзім бұрыннан оқығаннан бері Семей медицина университетінің білімін өте жоғары бағалайтынмын. Себебі былайша айтқанда біз қиналғандай басқа вуздар қиналмайды. Мен енді бірнеше вуздар бір арасында байланыс болады ғой, сөйлеседі студенттер. Иә, Сол кезде естіп жатқаным бойынша, көп енді естимін, мен өзім барып оқып көрген жоқпын ғой. Сол себепті мен естігенім бойынша оларда бізден қарағанда кішкене жеңілдеу болады. аха, Бізде более қатал болатын, бір жағынан ол да жақсы болатын, және бізде Семейдің медицина университеті клиникалық базасы өте мықты болатын. Біз бірінші курстан бері медицина дәрігер жаңағы больницаларда жүретінбіз. аха, Хотя бірінші курста біз 11 бітіріп не білеміз былайша айтқанда. иә, Бірақ соның өзінде бізді пациенттермен таныстырып сөйлесуді үйретеді. Ол өте үлкен плюс деп ойлаймын. Білім жағынан менің сол бұрыннан бері қалыптасып қойған ол бізде Семей және Қарағанды болды. Қалған вуздар енді не в обиду, конечно, бірақ басқа вуздарды мен білім жағынан одан кейінгі тұрған орынға, енді екінші орынға мүмкін қоятын шығармын, бірақ бірінші орында менде всегда Семей мен Қарағанды болатын. Қазір енді білім жағынан мен ешқай вузда енді оқып жүрген жоқпын, студент емес, бірақ ол жағын бағалай алмаймын. Но студенттердің енді жаманы жоқ қой. Әр жерде мысалы бір сөз бар орыстарда: в голове ума не придают места дейді. Оқитын адам пещераға тығып жіберсеңіз де оқиды. әрине. Оқымайтын адам Гарвардқа барсаңыз да оқымай қояды. Сондықтан оқитын адам меніңше кез келген вузда оқи алады. Сондықтан достар, және абитуриенттер осы жақын арада университетке түсеміз, медициналық университетке түсеміз деген жаңағы оқушыларға арналады. Жаңағы қандай университет таңдағаныңыз маңызды емес, ең басты өзіңізге байланысты. Сіз қалай бұл жаққа қандай настроймен келе жатсыз, қандай біліммен келе жатсыз, соған байланысты. Сондықтан жақсы оқимын, жақсы медик боламын десеңіз, әрбір университеттен жақсы дәрігер болып шығуға мүмкіншілік бар. Енді мен ойлаймын, осы бакалавриатпен тәмамдаған сияқтымыз. Сізге интернатура бойынша сұрақ қойғым келеді. Енді сіздің дәрігерлік жолыңыз да интернатурадан басталды. Интернатураға түсу үшін қандай дайындық керек студенттерге? Қалай дайындалу керек? Интернатураға түсу үшін бірінші 5-ші курста ГОСТы өту керек. Ол 5-ші курста ГОСТы түгел жаңағы 5-ші курсқа дейін оқыған клиникаға байланысты бүкіл сабақтардан тест болды бізде. Және өте ұзақ болды ол тест. Қателеспесем 150 сұрақ па, солай болған, қазір білмеймін қанша. Сол тесттардан өту керек бірінші. Және одан кейін интернатурада бізде ол кезде мамандықтар, бірнеше мамандық болған болатын. Аха. Бізде хирургия мамандығы болды, терапия, педиатрия, акушерство, гинекология болды. Және қателеспесем Балалар. ВОП болды. Дәл қазір дәл солай. Иә. Солар болған. Потом бір жылдары оны атымен етеді, бәрін ВОП қылып шығарды емес пе? Иә. Одан кейін қайтадан осы шығарып жатыр. Меніңше осы шыққан дұрыс сияқты, себебі әр өзіне керегін таңдап, өз артық уақытын жоғалтпайды деп ойлаймын. Уже интернатурадан бастап кішкене сол мамандыққа қарай бейімделе бастайды. Бірақ біздің сол кезімізде жаңағы білмеймін неге істегенімізді, но біздің көбіміз жаңағы ВОП мамандығын таңдадық. ВОП-тың мамандығын таңдадық. Бізге неге привилегия болды ол кезде? ВОП-тан кейін кез келген жаңағы тарапқа барасыз. Иә, педиатриядан бастап хирургиямен кез келген қайсысына барғың келеді, соны түсе аласың деп айтқан. Содан біз сол ВОП-қа түстік те, және гранты көп болды. Иә. Вступительный экзамендар, сол бізде госэкзамен, екіншісі жаңағы конкурс болды. Документтер, жаңағы бірінші курстан бастап жинаған грамоталар, активный студенттің өмірге қатысқан, атсалысқан активистердің жаңағы грамоталары бұл жерде тоже балл болып саналды. Сол кезде өкінген шығармын, наверное, активист болмағаныма. Сол кезде сонда менде ештеңке жоқ, получается тек GPI и жаңағы ГОСТан жинаған балдар болды, басқа ештеңке болмады портфолиода. Сол кез сондай ғана болды. Интернатурада сосын түстік, және интернатурада мен Павлодарда оқыдым. Павлодарда есімде сентябрьде сабақ басталды.
и мені енді боп мамандығы болғаннан кейін поликлиниканың павлодардың әлі есімде 5-ші поликлиниканың детский жаңағы воп участок. иә получается. иә детский участокқа мені приемға отырғызып қойды. Түк білмейсіз, бірінші бірінші сентябрь мен сабаққа келдім. Бізде сабақ болады. Менде енді сондай болды. Бакалавр 5 жыл оқығаннан кейін сабақ оқып жүрдік қой. иә Енді тут практический медицинаға алды да, практический медицина енді қасында отырып көмектесе ме, үйрете ме, көрсете ме деп ойлаған бізде ой болды. Олар мені алды да, жалғыз мен емес, менімен бірге келгендердің барлығымызды алды да, участок бойынша кабинеттерге дәрігерлердің қасына бөліп тастады. Енді ол жерде павлодарда отырған дәрігер не істейді? Енді ол жақ кішкене орыстанған ғой, орысша сөйлейді. О, мне пришел помощник доктор дейді де, киімін жинайды да, жиналып кетіп қалады. дәрігер. Иә. Получается, мен дәрігер болып қалдым мен жерде. Аха. Ал енді сіз интерн, доктор интерн, сіз бітті уже, врач интерн. Иә. Енді сіз қабылдайсыз, қасыңызда медсестраңыз бар, болды. Маған сөйтіп приемда отыр. Сол кезде мен сасқалақтағаным болған 1 сентябрьда. Басқалар да менімен бірге өзі бір 5 интерн болдық бір группада, и барлығымыз сол жаңағы приемда отырдық. Одан арасында енді прием бітеді ғой 2 сағаттан ғой. 2 сағат детский, 2 сағат взрослый. Сол приемдар біткеннен кейін 12-де шығып, езімізді жинап, терлеп, тепшіп, бір-бірімізбен әңгіме қызық сәттерін сөйтіп бөліскен болатынбыз. Өте қызық. Енді сол кезде бірінші рет науқаспен жолықтыңыз, өзіңіз дәрігер ретінде. Қандай ішіңізде чувство болды және не ойладыңыз вообще? Басында отырмын, енді ешкім жоқ пока пациент, таңертең ерте ғой 8-де. Медсестра отыр. Медсестра енді қағаз жұмысын бәрін өзі жасап береді. Иә. Тексеруді, диагноз қоюды өзің істейсің, сен дәрігер. Және сол бірінші пациент менде не болды? 2 жас отбасы, әйелі мен күйеуі келді. Баласы нәресте 6 айлық бала. Ешқандай патологиясы жоқ, просто тексеру керек. Тексеруге келді. Оны қарап тексеру керек. Соны пеленальный столигі ғой, соған жатқызып, кәдімгі тексердім. Енді осы өкінбеймін, осы жерде қинап бізді үйреткеніне кезінде педиатрия сабағы, терапияда осмотр пациенттен жүргіземіз ғой, баланы. Нәрестелерді жүргізу, сол кезде кіші еңбегінен бастап, соның барлығын пальпациялап, тыңдап, бүкіл жаңағы кіндігіне қарап, соның бәрін еске түсіріп, соның бәрін оқыдым. Сол кезде кезінде ойлайтынбыз, осының бәрін не үшін оқимыз деген, бір студент болған кезде қиналған кезде айтқан сөзіміз бар шығар. Бірақ кейіннен соны практикада қолданған, енді есімде қалып қалған нәрселер, соның бәрін практикада қолданған кезде сол кезде қуандым. Бірақ басында қорқыныш болды. Пациентке қазір не істеймін, диагноз қалай қоямын? И журналдар болды специальный, сол журналдарында сұрақтар дайын тұрады. Да, нет деген, иә, жоқ деп сұрақтарды қойып отырасың, соның бәрін домалақтап отырасың. Өзің журналдар болған сол кезде. Қазір білмеймін, олар бар ма жоқ па. Солай қабылдау жүргізген болатын. Сол басында қиындық тұрған. Қалай диагноз қоямыз деп шошып, қорқып. Бірақ 1-2 прием жүргізгеннен кейін үйреніп алады екенсің, ары қарай алып кетесің смело. Керемет. Мен үшін енді бұл новизна болып отыр, шынымды айтсам. Енді біз өзіңіз де білесіз, программа қатты өзгермеген шығар деп ойлаймын. Сіз оқыған кезден бері бізде аускультация дегенде, перкуссия, пальпация дегенде өтеміз, бірақ шыны керек ұмытып қаласың. Көбісін ұмытып қаласың. Енді мен де осы жылы 5-ші курсты аяқтаймын, келесі жылы интерн дәрігер боламын. Менде де сәл кішкене бір қорқыныш сезімі бар, өтірік айтпай ақ қояйын. Жаңағы дәрігерміз, адам өмірі үшін жаңағы жауапкершілік алып жатырмыз деген секілді. Сол бір қорқынышты қалай жеңсек болады, не ойлау керек, мүмкін бір өзіңізге деген сенімді қай жақтан алсақ болады? Қорқынышты жеңу адамда мүлде вообще қиын негізі. 1000 жерден сен оқып, дайындалып барсаң да, ішіңде бәрібір қорқыныш сезімі болады. Ол қорқыныш сезім қашан жеңіледі? Сен бірінші пациент қабылдап өтесің ғой, сол кезде ғана жеңіледі. Оған дейін оны жеңу, мне кажется, невозможно, потому что сен ол пациентті қабылдап, өзің кішкене үйреніп, мен біледі екенмін ғой, мен істей алады екенмін ғой деп сол сезім пайда болған кезде ғана сен жеңе аласың. Былай просто өзіңді успокаивать етесің, тыныштандырасың, бірақ бәрібір ішінде ол қорқыныш сезімі басылмайды. Себебі қазір енді мықты білікті дәрігерлер, опытный врачтар өте көп Қазақстанда. Сол дәрігерлер мысалы әр операцияға олар бәрібір ішінде бәрібір бір қорқыныш сезімімен кіреді. Ол қорқыныш сезімін жеңу өте қиын, мүмкін емес деп ойлаймын. Просто профессионал маман өзінің ісін істейді, ол бәрібір соны мықты жасайды, бірақ осы профессионал болғанның кесірінен ода қорқыныш сезім болады. Ал егер де қорқыныш сезім болмаса, ол меніңше сондай, енді не в обиду, бірақ профессионал емес деп ойлаймын негізі. Жоқ, дұрыс айтасыз, ол жауапкершілік қой. Енді мен мынандай сұрақ болатын, әрқашан 5 жыл бакалавриатты теорияға арнаймыз, 1 жыл интернатураны менің ойымша полностью практикаға арнау керек секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Яғни дежурстволар, соларды тырысып студенттер жасау керек сияқты. Өйткені мен байқағаным, шын өзім, интерндар кәдімгі сабаққа барып жүрген сияқты болады. Таңертең барып, түстен кейін қайтып кетеді, қайтадан кетіп қалады деген сияқты. Олай болмау керек қой негізі, қалай ойлайсыз? Кейбір студенттер былайша айтқанда күштеп жүрген сияқты болады. Сабаққа келдім, ой, тезірек бітсе екен, тезірек қайтса екен, үйге барса екен, или там подработкаларына кете ме. Бірақ негізі
өздерінің болашағын жаңағы дәрігер болып жұмыс істеу уақытын еске алса, дежурствоға қалу керек. Сол дәрігермен мысалы интернатурада мысалы хирургия бөлімшесінде жүр ма, сол хирургпен бірге түнге дежурствоға қалу керек. Сол хирург не істейді, соның қасында соны істеу керек. Мысалы практикада ол операцияға кіреді. Операцияда жай ғана төбесіне бүйтіп қарап тұрсаң да, кейде болады ассистенттер жетпейді, кейде болып қалады ассистировать етеді интерндар. Сол ассистент болып бүйтіп ұстап тұрып қарап тұрған, сол операционный поляға қарап тұрғанның өзі саған білімді береді. Сенің ана оқыған 5 жыл бойы оқыған материалыңды сол жерде практика жүзінде көресің. Және қолмен істеп кейде болады тігіп бер деп айтады. Сол тіккенді 1-2 рет айға естіп, сосын оны да үйреніп аласың. Оның өзі практика. Сол себепті одан қорқып қашпау керек. Үйлеріне барып, бәрібір студент ол ұйықтайды, босқа уақытын кетіреді. Одан да сол практикада бірнеше түн ұйықтамаса да, одан ештеңе кем түспейді, артып кетпесе. Керемет. Енді сіз Павлодар қаласында интернатураны өттіңіз, кейін анестезиология, реаниматология, өзіңіздің салаңызға түстіңіз резидентураға. Қандай дайындық болды? Қалай түсу керек резидентураға? Қандай кеңес бересіз? Сондай қатты бір кеңес деп айта алмаймын, бірақ бізде осы Семей медицина университетінің сайтында әр мамандықтың өзінің жаңағы резидентурасының сайтына кірген кезде жаңағы 90 сұрақ болатын. Соған ссылка тұрады, сол списокты аласың сұрақтарды, соған дайындаласың, немен оқу керек. Себебі анестезиология реанимацияны біз оқыған жоқпыз, мысалы өзінің мамандығы емес. Хирургияны оқыған кезде арасында біз шет жағасын бүйтіп қарап өттік, бірақ досконально оқымағанбыз. Сол себепті сол списокты береді. Сол сұрақтар тізімі бойынша дайындаласың, түгелде кітаптардың бәрін аударып. Және бізде английский болатын. Ағылшын тілі болатын бірінші. Сол ағылшынның тестін тапсыратынбыз. Мен өзім ағылшыннан шорқақпын, өте нашармын. Мойындау керек. Қазірде енді ниетім кішкене, былайша айтқанда, желанием жоқ, оқитын. Пайда болады деген сенімдемін енді. Сол ағылшыннан мен енді 3-імді алдым. Шынымды айтсам, тест тапсырған кезде, вуздан тапсырмадық, басқа жерде тапсырдық біз тест центрда. Содан тапсырдық, мен одан где-то 68 балл алдым. Ал ең нормальный жақсы балл 5-імді алдым, ол мен өз сол мамандық бойынша, профиль бойынша. Оған мен енді дайындалдым. 90 сұрақ болса, 90 сұраққа ауызша дайындалдым. Бірақ көп студенттер жақсы балл алды. Интерн абитуриенттердің барлығы, интерндардың барлығы, бітірушілер жақсы балл алды. Және біз түскен жылы 18 грант бөлінген еді. Сол гранттарға біз іліндік және түстік. Бірақ дайындалған сол жаңағы 90 сұраққа ғана. Неге анестезиология, реаниматология? Соны біреу маған айтса ғой, өзім де білмеймін неге екенін. Интернатураны бітіргеннен кейін өзімнен өзім неге сол реанимацияға барғым келді білмедім. Негізі мен более жаңағы узкий специалистқа кетемін деп ойлаған болатынмын. Сөйтіп узкий деп жүріп, ең широкийіне кетіп қалдым ба, өзім түсінбедім. Реанимациясына кетіп, ең андай экстрим, жаңағы адреналин жеріне кетіп қалыппын. Бірақ өкінбеймін, себебі ол жерде мен біраз заттарды меңгердім. Жаңағы осы Семей облыстық ауруханасында жаңағы ересектер реанимациясында в основном сонда жүрдім. Және мына ЦГБ болған. Ол бұрынғы ЦГБ мына неде болатын, жаңағы базар жақта болатын. Қазір ЦГБ БСМП-ның барлығы көшіп кетті ғой, жеке больницаға. Жоқ, бізде городская больница әлі бар, центральный. ЦГБ, біз сонда өткенбіз. Сол жерде өткенбіз. Бүкіл жаңағы специалистердің көбі сонда болған. Соның реанимациясында істедік және основной істеген жеріміз областной больница жоқ па? Ол кезде БСМП жоқ еді. Ол жаңадан салынған больница еді, салып жатқан еді. Керемет. Енді қараңызшы, әрбір дәрігердің студенттің өзіне қоятын сұрағы болады. Мен де қазір өзіме көп қойып жүрмін. Қалай таңдау керек өзінің салаңды деген секілді сұрақтар. Сіз сол жолыққан шығарсыз ол нәрсемен де. Не істеу керек, қалай көру керек, қалай таңдау керек? Меніңше бұны жаңағы 4-ші курстан бастау керек. Себебі 4-ші курста мына базовый дисциплиналар біткен кезде 4-ші курстан бастап олар клиникаға ауысады. Клиникаға ауысқан кезде әртүрлі циклдарды өтеді. Акушерстводан бастап хирургиямен аяқтап барлығын өтеді. Мен студенттеріме всегда айтамын, барасың, акушерствода жүрсің, хирургияда жүрсің, сол жерде қара істеп көр, сонымен дежурить ет. Жаңағы хирургтармен, дәрігерлермен дежурствоға қал, солармен бірге бір қазанда қайна. Сосын сол кезде сезесің сен, саған ұнай ма, ұнамай ма. Адам өзі сол жүрген кезде кейбір адамдар өзін ол жерде көрмейді. Мысалы, былайша айтқанда не стоит тарелки дейді ғой. Мысалы, мені қазір апарып басқа бір мамандыққа апарып тығып жіберсе, мен ол жерде өзімді ыңғайсыз, бір жайсыз сезінемін. Тура сондай сезім студенттерде де болады. Сол себепті 4-ші курстан бастап оны кішкене іздей барып бастай беру керек деп ойлаймын. Сіз резидентураға сонда түсердің алдында анестезиология, реаниматологияға барған кезде өзіңізде сондай сезім пайда болды? Маған хирургияға более жақын болатынмын. Хирургияның жаңағы общий хирургияда операцияға кіргізетін 3-ші курста.
төртінші курста да кіргізетін. Сонда үшінші курста біз көп көргенбіз, себебі бір профессор сабақ берген бізге. Қадылбек Тұрысбекович деген кісі, марқұм болды ол кісі. Сол кісі сабақ берген, өте қызықты өткізетін сабағын. Сол ЦГБ-да өтетінбіз. Және өзімен бірге өзінің операцияларына кіргізетін. Сол кезде мен сол операционный поледе жүретінмін, қарайтын қызық. Бір-екі студенттен обязательно алып кететін өзімен, каждый сабақта кезекпен баратынбыз. Сонда екі студент барамыз, соны қарап тұрамыз операционный поледе. Не істейді, қалай істейді, ол кісі түсіндіреді. Шыққаннан кейін айтып береді, мен мынаны істедім, ананы істедім деп, соны біз еске аламыз. Және сол кезде мен мына жақта отыратын, ол кезде мен білмейтінмін оның анестезиолог екенін. Бір дәрігер отырады фондоскоппен, ИВЛ аппаратының жанында отырады, түсінбейтін, өз бетімен пациенттің бас жағында отырады. Мониторлары бәрі соның мойнында болатын. Соған мен қызығатым. Қандай жұмыс бұл? Неге пациент ұйықтатады, трубка жатыр аузында деген сияқты. Сол қызық болатын. Сол кезде қызық болды, бірақ оған қатты мән бермейтінмін. Потом жоғары курстарға өсе келе оны түсіндім, қандай мамандық екенін, себебі ол бізде циклдарда келе бастады, хирургиямен бірге. Содан кейін қызықты болды. Керемет. Енді анестезиология, реаниматология ол көп дәрігер студенттердің түсінігінде сол жаңа операцияның басында ғана отыратын адам ретінде қабылдамау керекпіз. Сіз соны қалай обширно жеткізе аласыз? Енді ол экстренный ситуацияда сіз келесіз деген сияқты. Соны айту керек деп ойлаймын студенттерге. Анестезиология, реанимация былайша айтқанда, қалай айтсақ, неизвестный герой дейміз бе, қалай айтамыз, ешкім танымайды, пациенттің өзі де танымайды. Пациенттің де есінде қалмайды, себебі наркоз берген ұйықтайды, оятады, реанимациядан кейін өзі отделениесіне барады, хирург қарайды. Былайша айтқанда, бұл анестезиология, реанимацияның өте үлесі өте зор операцияда. Енді операция дегенде мынаның үлесі көп, мынаның үлесі аз деп оны айта алмаймыз, себебі бұл командалық жұмыс. Себебі бұл жерде бір ячейка нашар болса, или болмаса, операция жүрмейді. Бұл жерде хирургтың маңызы өте жоғары, анестезиологтың, реаниматологтың өте маңызы жоғары. Ол жерде тұратын медсестраның да, анестезистканың да, санитарлардың да әрі өзінің қызметі бар. Олардың біреу болмаса, ол жерде аяқ қолының қысқарып қалған. Сол себепті ол жерде барлығының үлесі өте зор. Және анестезиологияны көбі түсінеді, ойлайды, типа внутривенно наркоз бердім, пациент ұйықтады, болды. Жұмыс түгі жоқ қой, ұйықтатты, болды, не істейді? Основной жұмысты хирург жасайды. Хирург жасайды, основной жұмысты патологияны күреседі, алып тастайды. Бірақ мардымсыз наркоз болатын болса, онда науқаста жаңағы операция дұрыс жүрмей қалады. Хирург қиналады. Хирургқа дұрыс наркоз болмаса, ол операцияны жасау, кейсі бұлшықеттерді ашу қиынға соғады. Сол себепті наркозсыз операция жүрмейді. Екіншіден, реанимациясы. Реанимацияда ол жаңағы науқасты ұйықтатты, былайша айтқанда медикаментозный комаға кіргізді, оны ИВЛ аппаратына қосты, ол жаңағы внутривенно наркоз бергеннен кейін басталады ғой наркоз беру. Интубация жасау керек, интубация жаңағы трахеяға трубка салады, оны ИВЛ аппаратқа жалғайды. Енді науқасты комаға кіргізгеннен кейін медикаментозны одан шығару керек. Ол да реаниматологтың міндеті. Ол алып кетіп сол реанимацияда оны тірілтеді, былайша айтқанда. Есептеу бар барлығын. Ол дозаны есептеу керек, оның дозасын көп бере берсе, ол жатады, сосын ұзақ уақыт наркоз. Оған дейін мен түсінгенім бойынша науқастың жағдайын полностью білу керексіз. Қандай аурумен ауырған. Бір күн бұрын, мысалы, пациент ауруханаға түскеннен бастап, ол хирургия бөлімшесінде мысалы жатыр. Хирургтар айтады, міне осындай пациент, біз бұған жаңағы осындай операцияны планға қойдық. Сосын сол науқастың история болезнінен аласың, сол пациентке палатаға барасың. Палатаға барасың бірнеше күн бұрын консультацияға. Барасың да қарайсың, тексересің, анамнезін қарайсың, немен ауырды, қандай операциялар болды, аллергиясы бар ма? Обычно сбор анамнезі. Сосын бүкіл жаңағы хирургтар анализдер алды ғой. Қан анализінен бастап, жаңағы зәр анализін, несеп анализ барлығын зерттеп қарайсың. Бүкіл анализдерді қарайсың. Нормадан бір жерде ауытқу болса, оны түзетуін сұрайсың. Себебі оны түзетпей ертең оның бір операцияда қиындық тудыратын болса, ол жаңағы анестезиологтың мойнында болады. Себебі сіз жаңағы өзіңіз қарайсыз, өзіңіз соны упускать етіп алдыңыз. Упускать етпеу керек ондай моменттер. Себебі қазір коагулограммасына бірдеңкесі дұрыс болмай қалса, сен өткізіп алдың, қарамай қалдың. Операция жасап жатыр хирург, қан кетіп қалды. Қан кетіп қалса, кімнің мойнында? Анестезиологтың мойнында. Себебі сен не досмотрел, история болезнін дұрыстап қою керек боласың. Сол себепті бұл жағы өте тиянақты болу керек ол жағынан. Және екінші жағынан экстрим. Реанимацияда мысалы қазір далада құдай сақтасын, ДТП болатын болса, соның барлығы қазір реанимацияға түседі. Реанимацияда жан сақтау бөлімінде олар күресетін сол реаниматолог. Сонда фельдшерлар сол жаңа науқасты қабылдап сізге алып келеді. Сіз ол кісінің жағдайын жақсарту керексіз. Сіз барлығын қарайсыз,
былайша айтқанда тірілту керекпіз. Ол мысалы алып келеді сізге фельдшерлар бірден ақпарат береді, иә, науқас осындай да осындай шағымданма, осындай немеге түсті, осындай нәрсе болды деп. И сіз ары қарай өзіңіз ем жасап Иә. тұрасыз. қазір медицина мына техниканың дамығаны жақсы. Мына ДТП болады ғой. Сол моменттен бастап қатты обширный болатын болса, бізге уже звондап айтады. Мынандай койкалар дайындаңдар, мынанша пациенттер ауыр, жағдайлар примерно біліп отырамыз. И соған байланысты біз уже тактикамызды солай қылып жатыр. Иә, ол дайын болады. Ол деген біршама жеңілдік береді. Айтады ғой золотой час. Сол золотой времяны біз жіберіп алмауымыз керек. Сол себепті алдын ала сондай моменттер болады. Өте жақсы деп ойлаймын. Және келгеннен кейін бәрібір оны біз бағалаймыз жағдайларын. И сол жағдайларына қарай реанимацияға жатқызады сол пациентті. Жақсы, енді мына қазір бізде әзіл бар ғой, кішігірім. Жаңағы реаниматолог немесе анестезиолог операция үстінде телефон қарап отырса, ол өте жақсы нәрсе деген секілді. Яғни ол сіздің денсаулығыңыз бәрі қалыпты, жаңағы хирургтар жақсы операция жасап жатыр деген сөз. Ол жағынан алаңдамасаңыздар болады. Келесі, енді өзіңізде мүмкін сол резидентура кезінде бір кәсіби бір ерекше жаңағы тәжірибелер болды ма? Немесе интернатура кезінде. Резидентура кезінде, енді интернатура кезінде басында біз жаңағы прием жүргіздік. Иә. Интернатурада бір қызық жер болған. Мені бір Павлодарда бір орта мектептер болады ғой. Иә. Бала оқитын. Сонда мектепке қарай немеге жібереді. Профосмотрға. Аха. Өзім жалғыз кеттім. Өзім білген жоқпын қайда бара жатқанымды. Сөйтіп фондоскопымды алдында бардым. Сөйтіп оларға прививка салу керек екен. Сол прививканың алдында олар тексеруім керек. Дәрігер қарау керек. Сөйтіп бәрін тексеріп отырған кезде, енді бұған дейін шынымды айтайын, енді мына вуздарда оқып жүрген кезде жаңағы аускультация жасаймыз ғой. Иә. Тыңдаймыз ғой. Бәрі андай манекендерді тыңдаймыз ғой. Сол манекендер бізге дұрыс дыбыс бермейді. Сол дыбыстарды мен уже естімейтінмін, ұқпайтынмын. Сол мектепке барған кезде, мен балалар тыңдаған кезде, сол бүкіл сыныптардың арасында бір оқушыдан өкпесіне сырылды естідім. Өмірімде бірінші рет өз құлағыммен. Сол кезде мен тура жылап жібере жаздадым ғой. Өмірімде бірінші рет, иә, мен сол сырылды естідім деп өз құлағыммен. Потому что біз бұған дейін механически біліп жүрдік те, анау практически өте пайдалы болды. Сол себепті қуанған болдым. Бірақ бір жағынан екінші қуанбаған жерім, ана жерде өте көп болды да оқушылар. Сол себепті шаршаған болатын. Ал екіншіден сол бір сырылдың кесірінен, енді ол жақсы емес әрине, науқастың жазылғаны жақсы, бірақ маған сол практика болды. Ал резидентура кезінде көп осы областной больницаға өте көп жағдайлар болды. Есте қалатын операциялар ондай болды, өте көп болды. Себебі областной больницада өте әртүрлі операциялар жасайды. Ол жерде нейрохирургия, кардиохирургия, сосудистый хирургия бар, жалпы хирургия бар, лор чейлха бар. Соның барлығында басылар ауырқаныз бәрі сол жерде. Бізде мысалы былай болатынбыз. 5 резидент жүрсек, 5 резиденттің біреуі бір ай лор чейлхада жүреді. Екінші айында там қан тамырлар хирургиясында жүреді. Келесісінде жалпы хирургияда жүреді, төртіншісінде там нейрохирургияда, сөйтіп ауысып жүретінбіз. И сол әр маман жаңағы бөлімшенің өзінің пациенттерін біз мысалы наркоз беріп көріп шықтық. Иә. Бір есте қалатын бір жағдай болған. Өте көп болды, бірақ соның біреуі жаңағы санавиациямен бір науқасты алып келді, ер адам, ересек адам, бір төбелес сондай бір нәрсе болды жағдай, және лопатамен басынан ұрған. И басында гематома. Сол гематомамен, прям обширный гематомамен бізге түн бір уақытында санавиациямен алып келеді. Прям комада, былайша айтады, қорылдап жатады дейді. Сондай тыныс алу сондайға кетіп қалған. Соның гематомасына наркоз бергенім бар, сол есімде. Және тағы бір есте қалатын бір мықты хирург бар. Атын қателесіп қалмасам екен. Аты, по-моему, заведующий меңгеруші болған, қазір Ерлан ба аты, Асылбеков па фамилиясы. Қателесіп отырмын. Сол кісі операция жасаған болатын, как раз ол кісі жалғыз еді дежурствода. И қасында мен наркоз бердім. Получается, Мырза болсын. Иә. Асылбеков дұрыс айтып отырсыз. Сол кісі наркоз берді. Наркоз деп, операция қалды. Эхинококоз печень. Сол кезде мен эхинококты өзімде бірінші рет көрдім. Паразитарный болезнь екенін білемін. Енді теориясын бәрін біліп жүрміз. Сондай есте қалатын жағдайлар болған операциялар. Иә, енді осы мен ойлаймын, реанимацияға байланысты бір ерекше тәжірибелердің осымен аяқталды ма сізде? Мен бір естігенмін сізден. Жаңағы бір ерекше зданияларда, ерекше заведенияларда сізде тоже бір жұмыс атқардым дегеніңіз болған түрмеде. Иә. Бұл Павлодарда, резидентурада мен бір жыл осында оқыдым ғой. Иә. Қалған жылдарын Павлодарда оқыған болатынмын. Сонда Павлодарда жүрген кезде енді подработка іздеймін. Иә. Стипендияға қарап отырмаймыз. Сонда суббота воскресенье демалыс болатын менде. Сол кезде суббота воскресенье күндерінде мен подработка іздедім. Сонда іздеп отырып, шынымды айтсам, бірақ енді
дұрыс емес шығар, но айтайын, OLX-тен тауып алдым мен оны. OLX-та сөйтіп объявление, сол ғана объявление, бізде басқа объявление жоқ бұл кезде. Сол объявлениені тауып алдым, сөйтіп барсам, сол осужденныйларға арналған сол түрме орны екен. Сол түрмеге дәрігер керек дейді. Дежурный врач келеді дейді, сол демалыс уақыттарына. Себебі демалыс суббота воскресенье оларда демалыс. Олар 5 күн істейді екен де, основной дәрігерлері. Суббота воскресенье демалысқа кетеді. Сол уақытта мен демалыста подработка үшін не үшін бармаймын деп бардым. Бір жағынан қорқыныш болды, қазір түрменің ішінде қалай жүремін деп. Ол еще строгий режим. Сөйтіп барып істедім. Басында конвой айтады, типа сопровождение керек па сізге, зонамен жүресің. Ол жерде бүкіл обход жасайсың бүкіл зонаны. Оның ішінде пекарнясы бар, карантин зонасы бар, карцерлары бар, медсанчасти бар, кәдімгі больница сияқты, койкалар бар, стационар сияқты. Және ішінде рентген аппарат дейсіздер ме, стоматолог, психиатр бәрі келеді. Кәдімгі кішігірім, былайша айтқанда амбулатория сияқты бар. Сол жерде отырасың, сосын өзіне диагнозы бар, өзінің ем тағайындалған науқастар, жаңағы осужденныйлар келеді, оларға жаңағы емін жүргізесің. Ол жерде медсестра да болмайды. Өзің диагноз қоясың, өзің сол манипуляция емдейсің, уколын саласың, системасын қоясың деген сияқты. Одан практиканы өте көп алдым, себебі бүкіл инъекцияның бәрін өзім қойдым ол жерде. Мысалы, мен өзім тағайындаймын да, мысалы, цефтраксон тағайындасам, сол цефтраксонды өзім енгіздім. Система тағайындасам, сол инфузияны өзім жасадым. Бірақ қорқыныш басында болды. Бірақ конвойдың маған қажет емес дедім, өзім жүре бердім ішінде. Неге олай болдым білмеймін, өзіме сенімді қатты болдым да ұқпадым. Сөйтіп, ол осужденныйлар маған дәрігер ретінде қарайтын. Мен оларды шектетпейтін. Енді кейбір адамдар оларды енді онша жағымды көзқараспен қарамайды ғой енді. Себебі енді бір қателіктер бар өмірде. Ал мен бірінші очередь пациент ретінде қарайтын. Маған ол бірінші бәрін лақтырып тастайтын да, ол маған науқас дейтінде оған қарайтын. Олар менімен сөйлесуі оларға қызықты болады. Олар сұрақтар қояды денсаулық бойынша. Сол себепті олар маған қызығып өте ұнататын. Енді бізге университетке түскен кезде бірінші түсіндіретін зат сол ғой. Алдыңда президент тұрса да, жағдай жоқ адам болса да, ол сен үшін науқас. Дұрыс, керемет. Тағы да бір айтарыңыз бар ма сол жағдай бойынша? Вот сол ол жерде енді бір страшный бір случай деген, енді сондай қиын жұмыс емес. Ең бір қиын деген жағдай болғандар, ол кейде ана қасып жұтып қоятындар болады ғой. Сондай моменттер ғана болмаса, а так өте былай тыныш жұмыс деп те айтса болады. Енді подработка жайлы жақсы көтердіңіз негізі. Студенттердің көбінесе қаражат жағынан қиналады студенттер. Подработка жағына қандай кеңес берер едіңіз? Осы медицина саласында жүргені дұрыс па? Қалай? Подработка жағынан, егер сабақтарына кедергі келтірмесе, пожалуйста. Бірінші курстан үшінші курсқа дейін мен негізі олардың жұмыс істегендерін қаламайтын едім. Құптамайсыз. Себебі базовый дисциплина бұл фундамент. Бұл фундаментті алмай, олар ертең қиналып қалады төртінші курста. Ал бұл базовый дисциплинаны алмай, жұмыс істеп кететін болса, ол көп нәрседен қорғалып қалады. Жұмыс істеуді үшінші курстан ары қарай бастаса, енді болады негізі. Бірақ бірінші курстан бастап үшінші курсқа дейін медицинаға кіргендерін қаламаймын. Себебі ерте выгорать етіп кетеді. Выгорание дейді, күйіп кетеді. Медицинадан қатты қиналып қалады да, көріп қиналып жүргендерін көріп қалады, өзі қиналып қалады. Содан ол медицинадан алшақ болып кетеді. Сол себепті қызығушылығы бәрі күйіп қалмай тұрған кезде, одан да кештеу бастағаны дұрысырақ. 4-ші курстан, 5-ші курстан. Жақсы. Енді мынандай нәрсе, біз енді сіздің студенттік жолыңызды, резидентураның барлығын тыңдадық, естідік. Ендігі сіз жаңа айтып өттіңіз алдыда, еңбек кезетке өзіңіздің жаңағы резюмеңізді білдірдіңіз, көрсеттіңіз, сол кезде Алматыдан сіздерге келді, Менің ойымда солай. Қазір енді былай неме құрып келе жатырмыз ғой тарихымызда. Сол кезде сіз Семейде жаңа резидентураны біткеннен кейін жұмыстарды жасап болғаннан кейін еңбек кезетке салдыңыз, сосын Алматыға көштіңіз деген секілді. Енді бір күнде бір шешімді өзгерту, жаңағы патологиялық анатомияның мұғалім болып шыға келу, қайдан келді, қалай болды, бұл шешімді қалай қабылдадыңыз? Бұл шешім маған бірінші мен аралап көрдім больницалардың бәрін. Барлық условияларын сұрадым. Және Асфендияров университетіне бардым, оның условияларын қарадым. Және КРМУ шақырды, маған звондады. Звондап тұрып шақырды, сол кезде мен барып кіріп шығайын деп ойладым. Как раз жүрген жерінде жақын екен корпусы. Содан кіріп отдел кадрға кіріп едім. Отдел кадр сол 5-ші этажда, өз кафедрада еді, соның заведующий бар, соған кісіге жолыңыз деді. Сөйтіп көтердім, заведующийіне кіріп едім. Именно сол мамандықтарда өте вакансия тапшы деді. Ешкім жоқ жұмыс істейтін, және өте қызықты мамандықтар болғаннан кейін, базовый дисциплинаның ішінде меніңше патофиз бен патан өте клиникаға өте фундамент болып саналады. Сол себепті мен қызыға бардым. Барғаннан кейін ол жерде профессор Сергепова деген София Ричарда деген кісі бар. Менің ұстазым деп айтсам болады. Сол кісі күтіп алды. Сол кісі қай
сабақты таңдайсыз деді. Патан или подфиз? Сосын мен ойландым, білмеймін, мен енді реанимацияны бітіргеннен кейін маған подфиз кішкене жақынырақ болар, себебі клиникада мышлениеде механизмдардың бәрі содан шығады ғой. Сөйтіп ойлап едім, ол кісі подфизда енді бірнеше адам болғандықтан маған патанға келіңіз деп патанға өзіне қарай тартып алды. Енді шыны керек өкінбеймін барғаныма, себебі патанда мен көп заттарды қосымша үстінен сол кісінің арқасында меңгеріп алдым деп ойлаймын. Ол шешім сол жерде спонтанно болды. Мен алдын ала ойламадым. Сол кезде солай таңдадыңыз. Енді медицинада сабақ оқытудың қандай проблемалары бар, қандаймен жолықтыңыз өзіңіз? Проблемалары енді кез келген вуздың жолығатын проблемасы шығар, меніңше, ол аудитория, студенттердің саны және тілдік барьер. Мысалы, мен ағылшында барьерім бар. Екіншіден, кішкене студенттерге оқыту тактикасын өзгерту, енді мен өзім келмей жатып ондай өзгерту енгізу маған ерте шығар мүмкін, бірақ шет жағасын айтып жүремін, себебі студенттермен мен жақсы араласамын да сөйлесемін, сол себепті олардың қиындықтарын сұраймын. Сол қиындықтарын мен жоғары қарай жеткізе бастаймын ақырындап, себебі оларға кішкене жеңілдік болсын, ертең енді результатқа оқу керек деп ойлаймын, себебі ертең бұл жерде студенттер дұрыс оқымай, меніңше айтсам, бір пропусктар болатын болса, ертең жұмыс барысында бір жерлерде олар кем қалып қояды. Сол себепті соған сай оқу процесінде өзгерту керек деп ойлаймын, себебі мен жиі ұсынатын әдіс ол TBL әдісі, командная работаға бөлемін, обязательно бөлемін, мен группаларға кем дегенде бір 2-3 адамнан, 2-3 студенттен бөлемін, және оған ситуациялық есептерді беруге тырысамын. Менде көп сабағым сол ситуациялық есептермен өтеді. Мен мысалы пациент кейде өзім үйден құрастырып жасап алып келемін, болмаса мен сол жерде импровизация жасап ойдан шығара беремін. Студенттерге мысалы тұрғызып қоямын да 2 студентті или 1 студентті, ситуация осындай, не істейсің, не болады, қалай істейсің, қандай өзгеріс болады, соны тақтаға шығып суретін сал дейді. Сол кезде ғана ол басында студенттер қорқады, менен қорқады, жаңағы бірнекені айта алмай қаламын, төмен алып қаламын ба деп өздерінде барьер. Мен оларға айтамын бірінші күннен бастап, қорықпаңдар, қалай сөйлесесің, обычный разговорный речь. Мен сенден артық ештеңке сұрамаймын. Қазір қателесуіңе болады, кейін дәрігер болған кезде болмайды деп мен сөйлесейін деп айтамын. Енді сіз үшін жаңағы жақсы ұстаз деген кім, қалай көресіз? Жақсы ұстаз деген меніңше студенттерді біріншіден қинайтын, екіншіден жаңағы студенттерді жаңағы болашақ дәрігер болуына тәрбиелейтін ұстаз деп ойлаймын. Себебі просто так конспект жазғызып, пересказ жасатып, сабақты оқытып келе жатқан ұстаз, ол ұстаз емес деп ойлаймын. Енді көп адамдар ренжімесін, но ол шындық деп ойлаймын, себебі ол студенттерде результат жоқ. Мен практикада көріп келе жатырмын. Олар олай үйтіп меңгерген білімдері зая кетіп жатыр, уақыттары босқа кетіп жатыр. Кейін олар жоғары курстарға бізге сабаққа келген кезде көп нәрсені пропускать етіп алады. Бірінші оларды қинау керек басында, бірақ қинағанда енді жаңа конспект жаздырып или пересказ жасатып қинау емес, дұрыс бағыт бағдар бере білу керек, және тәрбие беру керек, потому что тәрбие дегенде мен оларды прям өздерінің характерлерін өзгертейін деп жатқан жоқпын, медициналық тәрбие беру керек. Қалай болады, келешекте қандай дәрігер болады, дәрігер болғанға қандай жаңағы сұрақтар білу керек деген сияқты мамандықтар, материал білу керек, соның барлығын үйрету керек деп ойлаймын, себебі кейін практикада олар қиналады да, зато кейін сосын бізді боқтайтын болады. Ал қазір қиналып, қазір боқтап, сосын кейін бізге рахмет айтатын болады, ол дұрыс болады, себебі көп адамдар сөйтіп өткізіп алады да, кейін жоғары өзімді білеміз, біз көп сабақтарды мысалы пропускать етіп алған сабақтар болады, бәрін идеально оқи алмайсың ғой, сол кезде жоғары интернатурада, резидентурада өткізіп алған кезде деп отырған кезіміз болған, сол кезде мына анатомияның мына тақырыбын дұрыс білмеппін ғой деп. Сонда сіз өзіңіз жаңағы оқыту процесі кезінде қинауды алдыға тартасыз, солай дұрыс деп санайсыз? Студенттерді қинау керек басында. Жоқ, енді ол студенттерге дұрыс түсінбей қалып жүрмесін, яғни қазір түсіндіре кетесіз өзіңіз. Қинау дегенде ол сізді бір андай ойланбай қинау емес, бір сен үшін, осы студент үшін, студент оқыса екен, білсе екен деген мақсатта. Өзіме студенттерімді біледі өзі, мен оларды 1 сентябрьдан бастап басында айтамын, барлығын түсіндіремін осылай. Бұл жерде ешқандай тирания жоқ, просто өздеріңіз соны түсіне білсеңіздер, алып кетесіздер. Егер де түсінбесеңіздер, сол обидамен жүре бересіздер маған деген. Сөйтіп студенттер түсінгендер алып кетеді. Қазір менде мысалы мақтанарлық студенттерім көп. Мен мысалы 19 жылдан бері сабақ бердім ғой. Қазір міне 9 курсты бітіреді, уже резидентураны бітіреді. Және қазір де міне 4 курста оқитын студенттерім бар,
3 курста оқып жатқан студенттерім бар. Олар былайша айтқанда мышлениелары дамып келе жатыр. Мен мысалы оларға прям күнделікті біздің материалымыз болады ғой, соны миына прям құйып жаттап ал деп тұрған жоқпын. иә Бірақ соның бір түйсік мәнін түсін. Ертең сен соны клиникада алып кетесің 4 курста. Соны түсінсе ол алып кетеді. Және сондай бір тәрбие беріп, клинический мышление, критическое мышлениесін дамытса студент, ары қарай алып кетеді, ол смело алып кетеді. Ал егер де ол тупо конспект пересказ жасап келетін болса, ол сол жерде қалатын білім болады. Ол өздері де біледі ғой студенттер. жақсы, күшті. Енді қараңызшы, біз медик студенттер көбінесе жаңағы ютубтан көп адамдарды қараймыз. Енді сол бір лекция жүргізетін адамдардың қатарында бізде жаңағы ютубта Тофик Набилевич, дұрыс қой, сол кісі бар. Осы жерде суреті шығады. Сол кісіні енді мен көп медик студенттер біледі деп ойлаймын. Ол кісіні тек қана Қазақстанда емес, СНГ-да таниды. Енді сол кісімен сіз бір кафедрада жұмыс атқарасыз. Осындай профессормен бір кафедрада жұмыс атқару қалай, және ол кісімен жалпы олай бірге жұмыс жасау, бірге жүру қалай бізге қызық, негізі шыны керек. Өмірде де солай барлығын түсіндіре береді ма, әлде қалай? Иә, ол өте, менің ойымша 19 жылдан бері танимын ғой, жұмыс істегеннен бастап. Өте бір изюминкасы бар, бір харизмасы бар, өте қызықты адам. Иә. Ол кісі Палестинаның арабы тумасы. Получается, Асфендияровқа түскен, соны бітіріп, КРМУ-да бір 15 жылдан аса жұмыс істеп жатыр. Өте қызықты кісі. Өмірде де қарапайым біз сөйлесеміз ғой, қалыпты жағдайда. Просто кафедрада отырып, бірге бір сұхбат құрып, жай сөйлесіп отырғанның өзінде де арасында бір сөйлесуінің бір акценті, бір изюминкасы, әдемі сөздер бар. Иә. Және барлығын моменттермен әртүрлі бір күлкіге айландырып, өте сабырлы, өте шешімді жақсы қабылдайтын, және мышлениесі өте мықты адам. Лекциясын өздеріңіз білесіздер, ютубтан тыңдайсыздар, көресіздер. Студенттердің арасында да бар. Қандай қай кітаптан оқыдың подфизді десе, по Набилевичу деп сондай приколстап өздері айтады. Набилевичтің видеоларын көрді деп. Ол қазіргі таңда менің осы кафедраның заведующийі. Өте мықты кісі, өте мықты организатор, лидер деп айтсам болады. Себебі бүкіл университеттік жұмысты өте жақсы біледі. Мышлениесі өте жоғары. Ол кісі былайша айтқанда, енді мақтайын ол кісіні. Біздің алдымызда кем дегенде 1-2 шаг алдыда жүреді ол кісі. Всегда ойлау қабілеті сол жүреді. Ол біздің алдымызда осы, мысалы, мен бір ол там предложение берсем маған, например, мынандай жасайық деп. Сосын менде бір сұрақ туындайды соған байланысты. Мынау былай болып қалсашы дегенде, ода уже соған я знаю, ол бүйтеді, мен сұрақ қоймай тұрып айтады. Я знаю, сейчас ты мне задашь вопрос осындай деп. Уже менің сұрағымды біліп отырады. Сөйтіп сондай алдын ала айтып отыратын адам, өте жақсы кісі, сабағын өте жақсы жүргізеді. Және сабақта да өте қатал ол кісі. Былайша айтқанда, всегда ютубта барлық жерде харизмасы бар, күшті ғой. Бәрі добрый деп ойлайтын шығар, бірақ ол кісі добрый, до поры до времени. Сабақта отырған кезде ол прям досконально сабағын жақсы сұрайды, жақсы бағалайды. Өте білімді, білікті, дәрігер де болды, қазір енді преподавание жолында жоқ. Аға оқытушы, профессор, қалай айтсам, заведующий, былайша айтқанда. Мықты кісі. Енді ол кісіні біз әлеуметтік желі арқылы таныдық қой. Енді сіз де әлеуметтік желіде өте белсендісіз. Өзіңіз Инстаграм жүргізіп отырасыз, ТикТокта. Мен енді сол арқылы таныдым. Сізді шыны керек көп студенттер де сізді сол арқылы таниды. Енді әлеуметтік желіні жүргізу қаншалықты маңызды қазіргі уақытта? Қазіргі уақытта меніңше осы дамыған заманда меніңше әлеуметтік желі бірінші кезекте деп ойлаймын. Себебі сол арқылы студенттер өз орнында олар бір аз болса да ақпарат, бір лекция түрінде материал ала алады Инстаграм, ТикТоктан. Одан бөлек қарапайым тілмен жеткізген кезде науқастар да, адамдар да түсінеді деп ойлаймын. Олар көріп, жаңағы өздерінің ауруларын асқындырмай, бір түсініп, түйсік пайда болады деп ойлаймын. Ол да бір жағынан оларға жетілуге, жаңағы өз ауруларын асқындырып алмай, уақытылы тексерілуге барады деген үміттемін соған қарап. Және көп консультацияны да солар арқылы алады. Мысалы, кейбір адамдардың былайша айтқанда материалдық жағдайынан болсын, қаражат жағдайы болсын, даже мысалы басқа қалаларда, мысалы мен өзім Алматыда тұрсам, Астанадағы мысалы специалисттер бар, соған енді барып тұру қиын ғой. Бұл интернет желісі арқылы, Инстаграм дейсіз ба, скайп дейсіз ба, в общем, кез келген осы байланыс арқылы интернетпен олар өзінің керек консультациясын ала алады, мысалы. Ол да бір жетістік, бір жеңілдік деп ойлаймын. Және білім студенттерге всегда білім жағынан өте жоғары, жаңағы қалай айтсам, қызығушылығын оятады медицинаға дейін. Бұрынғы студенттерде, мысалы, бізде ондай Инстаграм деген нәрсе болмаған ғой. Бізде ары кетсе агент деген болған.
ол кезде ондай болмаған, біз өзімізден өзіміз тупо кітапқа операция жасатып оқығанбыз. Ал енді қазір студенттерде возможность өте көп. ютубқа кірсе барлығы дайын, инстаграмға, тиктокқа кірсе де барлығы дайын тұрады. Бағыт бағдар беретін адамдар да бар, аз емес, опыты бар адамдар да бар. Және мен де инстаграм құрдым, бірақ ол 1 жыл бұрын сондай ой туындады, мен инстаграм жүргізейін, студенттерді бір основной моменттерін естерінде қалып кетеді, соны көре бергеннен деп ойладым да енді, себебі жастар көбіне видео фотографический память жақсы ғой, содан есте қалады да, сөйтіп сол мақсатта құрған болатынмын. Бірақ соңғы кездері, осы бір соңғы 1-2 айдың ішінде менде андай, қайтып айтсам, творческий кризис деймін ба, сондай уақытқа кетіп қалдым, бірақ сонда қатты активно жүргізіп жатқан жоқпын, бірақ кейін қолға аламын деп ойлаймын. Қазір кішкене бір үзіліс болып тұр менде бір жағдайлар. Ол өте дұрыс деп ойлаймын, өйткені қараңызшы, сіз Алматыда болсаңыз да, сабақ беріп жүрсіз және тиктокқа шығарған арқасында мен танып отырмын. Сол секілді әрбір қалада, әрбір медициналық университетте бір студенттен бар, сізді көретін, білетін және сізге алғыс білдіргісі келетін. Мен де ойлаймын, сол студенттердің алғысын қазір сізге айтуға болады. Үлкен рахмет сізге осылай бастап жасап жатқаныңызға. Енді менің ойымша тек жалғастыру ғана керек. Енді дәрігерлерге де қажет деп ойлайсыз ба осы әлеуметтік желіні жалғастыру жүргізу? Керек деп ойлаймын, өте керек, себебі дәрігерлер өздерінің брендтерін дамыту арқылы олар өздерінің қандай мықты дәрігер екенін, және Қазақстанда білікті дәрігерлер аз емес, көп екендігін дәлелдейді бір жағынан. Екінші жағынан пациенттердің жаңағы емі, былайша айтқанда 80% десем, ол сенімі ғой, пациенттің дәрігерге деген сенімі. Ал бұндай білікті дәрігерлер, меніңше, сенімді смело жаула болады. Жақсы, енді біз сізге бір сұрақ қойық. Жақсы дәрігердің 3 қасиеті қандай болу керек? Адамгершілігі біріншіден, екіншіден өзі сол мамандығы бойынша біліктілігі, және қалай айтсам, стержень дейміз ба, характер болу керек. Себебі характер, стержень болмайтын болса, ол жаңағы выгорать етіп кетеді, жаншылып қалады, сол жерде басылып қалады. Характер болу керек, және адамдарға адамгершілікпен қарау керек, бірінші очередь. Жұмсақ емес енді, қалай айтсам, более человечно қарау керек, ал жаңағы үшіншісі, жаңағы айтып өткен стержень. Стерженьсіз болмайды, характерсіз болмайды. Енді онлайн курс білім бе әлде бизнес па қазір уақытта? Негізі басында мен бір онлайн курсты көрген кезде басында білім ретінде көріп бір қуанған едім. Бірақ соңына келе қазір курстар көбейіп кетті, өте көп болып кетті. Жамандағаным емес, но кейбір курстарда андай пустой мәліметтер өте көп болып кетті. Студенттер, мен оны өзім айтып отырған жоқпын, студенттердің отзывтары. Студенттер менде бар ғой, сол студенттердің отзывтарында айтады, біз бұны типа кітапта да көрдік, бұл материалдар кітапта да болды, мен оны былай да оқып алатын едім, или ютубта да тұр деген сияқты сөйтіп айтады. Онлайн курста меніңше жаңағы сол бүкіл материалдың бәрін жинақтап, студентке түсінікті, қызықтыра біліп жеткізсе, содан кішкене пайдасы көбірек болады ау деген үміт бар. Бірақ ондай курстар санаулы деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз, яғни курсты да таңдай білу керек. Оның қандай нәрселеріне көңіл бөлу керек деп ойлайсыз? Меніңше бірінші лектор, сол курсты өткізетін адам, ол қалай сөйлеседі, қалай контакт құрады студентпен. Ол егер де студентпен дұрыс сөйлесе алмаса, ол жаңағы алып жатқан білімнен пайда жоқ. Себебі ол екі адам үндемес болса, екі адам үндемейтін болса, екеуінің бірін-бірін таппайды. Сол себепті ол ақшасын құртады, уақытын құртады, курс сатушы. Сол себепті ол босқа кетеді уақыт. Және материал да босқа кетеді. Ал адам бірінші коммуникативный болу керек. Коммуникация бірінші очередь. Екінші, ол жаңағы өзінің беріп отырған материалы өте өзекті материалдар. Енді бұрынғы 60-70 жылдарда кітаптардан алып шығып беру емес, оны оқытсын әрине, бірақ соны жаңа медицинамен ұштастыру керек. Себебі медицина тұрмайды, всегда дамиды ол. Клиникада өзгеріп жатыр, көріп жатсыздар. Сол себепті пациенттер де өзгереді, актуальный данный деген болады. Сол себепті осы жағдайда, осы уақыттағы данныйлармен ұштастырып отырып түсіндіру керек деп ойлаймын. Енді базовый дисциплиналар туралы айта алмаймын. Енді ол жағынан әрине, ол енді атластардан ол қатып қалған өзі заңдылық, оны өзгеретін ештеңкесі жоқ, иә. Оларды, иә, ол курстармен досконально, меніңше, практически, біріншісі теория болса, тағы практически бірге жүру керек деп ойлаймын. Жақсы, енді бізде мына осы жолы жаңа бір жобамыз, жаңа бір бөлім деп айтсам болады. Біз блиц сұрақтар дайындадық ендігіден бастап. Сізге блиц сұрақтар қойсам, сіз бірден ойланбай, яғни бірінші оңға келетін нәрсеге жауап берсеңіз, 10 сұрақ болады. Соған жауап берсек бастайық, иә. Біріншісі, Семей медицина университеті немесе Алматының Қазақстан Ресей медицина университеті қайсы? Қазір істеп жатқан Крыму. Крыму, аха. Теория немесе практика? Практика. Патологиялық анатомия немесе анестезиология? Патология.
патанатомия. Мемлекеттік аурухана немесе жеке медицина. Жеке медицина. Жеке медицина. Кітап немесе онлайн курс. Кітап. Тірі лекция немесе онлайн оқу. Тірідей. Ұйқы немесе дайындық. Дайындық. Ұстаздың қатандығы немесе түсіндіре білу. Түсіндіре білу. Ақша немесе миссия. Миссия деп ойлаймын. Миссия, иә. Атақ немесе пайда. Пайда дегенде қалай? Пайда көбінесе қаражат жағынан. Онда пайда болсын. Пайда атақтан гөрі пайдалы Иә. болған, иә. Пайда жақсырақ болу керек. Жақсы. Енді осы жерде бізде подкастты көріп отырған медик студенттері болуы мүмкін. Енді негізі көбінесе медик студенттер болады. Сорға бір сөйлем өзіңіз мотивация сөз айтсаңыз, бір сөйлем. Студенттерге мотивация ешқашанда айналаның айтып жатқан сөздеріне мән бермеңіздер. Әрдайым өздерің алдарыңа қойған мақсаттарыңа қалай болса да жетем, кровь из носа жетем деген мақсат қою керек. Екіншіден, қанша адам болса сонша мнение болады, ешкім тыңдамау керек. Мен өзім сондай адаммын. Айналаңда кім не дейді? Собакалайды, караван идет дейді. Адамда айналада сөйлейтін адам табылады всегда. Сондықтан оларға мән бермейміз. Сен өзің дұрыс жол таңдау керексің де медицинада. Оқып жатсың ба? Оқы досконально. Кітап бойынша, YouTube бойынша дейсіздер, өзің қалаған материалың бойынша, бірақ классика всегда мен айтатын кітап. Және ешқашанда өз мамандығыңда күмән келтірмеу керексің. Және өзіңді басқа біреулермен салыстырма. Ешқашан. Адамның ең жаман қасиеті ол адамды өзін басқа біреумен салыстыру. Өзіңмен өзің салыстыр, пожалуйста. Кеше қандай болдым, алдыңғы жылы қандай болдым, келешекте қандай боламын, солай салыстыру керек. Бірақ айналаңдағы адамдармен салыстыруға болмайды, себебі әр адамның өзінің уақыты бар. Мысалы, бір адам 20 жасында миллиардер болып кетуі мүмкін, бір адам 60 жасында да миллионер бола алмауы мүмкін. Сондықтан әр адамның өзінің уақыты бар, өзінің жететін белестері өз уақыты. Сол себепті әр адамды, мысалы, кейбір адамдар өз-өздерін сөйтіп жеп жүреді. Иә. Мысалы, біреу 25-те, ой, бұл квартира алып алыпты, басқасы материалдық құндылықтарына қарап кетеді. Әрине қарау керек ол жағына, бірақ енді онымен салыстырып қажет жоқ. Әр адамның өзінің уақыты келетін, өзінің былайша айтқанда жағдайы туындайды. Өте жақсы қойылған жаңағы сөйлемдердің бірі деп ойлаймын. Өйткені шынымен де қазіргі әлеуметтік желі дамыған заманда салыстыру өте көп. Шыны керек, біз де өзімізді иногда салыстырамыз, бірақ ол, мен ойлаймын, дұрыс жағынан болу керек деп. Дұрыс салыстыра алу керексің, иә. Өзіңнен білімді адаммен салыстыр өзіңді. Білімірек бол, бірақ жаңағы жағдай, материалдық құндылықтар келген кезде өзіңнен төмен адамдармен, иә, шүкіршілік ету, тәубе ету деген сияқты заттармен өзіңді успокаивать етпесең, өйткені сен қазір каждый жаққа созыла берсең, өте жаман қиындықтарға туындап қалуы мүмкін. Стресс болып, иә, излишний стресс өзіңе де жамандық береді деген секілді. Үлкен рахмет. Енді бұл подкаст өте құнды болды деп ойлаймын. Негізі көп нәрселерді айттық, тоқталдық. Сіздің студенттеріңіз өте көп екенін мен білемін. Ол студенттерге бұл подкаст өте қызықты болатынына сендімін. Өйткені біз мұғалімді көретініміз, ол бір бет негізі шын мұғалімді біз үлкен, ақылат кие болған бір кісіні көреміз. Бірақ шынайы өмірде отырып сөйлескен ол бір бөлек, шыны керек. Сондықтан үлкен рахмет сізге келгеніңізге, осылай студенттерге мотивация беріп, қосымша осындай дайындап, үйретіп жүргеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Енді біздің жаңағы әр шығарылымның соңында болашақтағы жаңағы Ерасыл Асланұлы 10 жылдан кейін өзіне қандай бір жолдама береді екен, соны тыңдағымыз келеді. Өзіңізге 10 жылдан кейін жолдама берсеңіз, хат болса, болашаққа хат деп атаймыз ба, айтып өтсеңіз, қалай көресіз? Өзімді ма? Иә. 10 жылдан кейін мен, мысалы, менде алда планда бойынша докторантураны бітіру болып тұр. Ағылшын тілін оқып. Енді докторантураны бітіріп қоямын ғой 10 жылдың ішінде, получается. 10 жылдан кейін мен сол Қазақстан Ресей медицина университетінде егер де сонда істеп жатсам, ол жерде мен сол бір PhD доктор, кафедраның сондай маманы болып елестетем. Және сол мамандық, сол дәрежені алғаннан кейін, сол дәрежені өзім үшін ғана деп кітап жылыға жауып қойып қоймай, сол университетті ары қарай дамытуға, тырысуға, жаңағы үлес қосуға мен әлден күш салып жүрмін. Және одан басқа негізі денсаулық сақтау ұйымына да кететін ойларым бар негізі. Бірақ енді ол жағы енді көре жатармыз, но ондай ойлар бар. Денсаулық сақтау ұйымына кету және министерство жақтан бәрібір мына енді қалай айтсам, пландарым өте зор. Себебі медицинада мына оқу саласында студенттерді көрдім ғой қиындықтарын. Сол қиындықтармен қалай күресу керек, сол қиындықтарды кішкене жеңуге бір тактика ұсынып, енді бір керемет тактика ұсынбасам да бір кішігірім болса да 1% болса да үлес қосуға тырысуды қалаймын. Керемет. Енді
Біздің подкастымызға келген әрбір қонақ біз үшін тұлға. Сол себептен егер де Семейге қайтып ораламыз десеңіз, біз сізді әрқашан қарсы алуға күтеміз және жалпы шақырамыз. Осы Семейге келіңіз, жұмыс жасаңыз, біз де қуанышты боламыз деген айта өткім келеді. Сондықтан Семейге де келіңіз, біз сізді күтеміз. Үлкен рахмет келгеніңізге. Енді Семей халқы өзіңіз білесіз, біз қонақжаймыз, әрқашан келген қонағымызды жаңағы сыйлық беруге тырысамыз. Сол сіздерге кішігірім дайындаған сыйлығымыз бар. YouTube көрермендерге айтарымыз, біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Біздің осындай шығарылымымыз ол болашақтағы медицина саласына үлкен әсер беретініне біз сенімдіміз. Аз-аздан болсын үздіксіз жұмыс атқару біз үшін маңызды. Сондықтан келесі кездескенше, келесі көріскенше бартарыңызға сау болыңыздар. Үлкен рахмет.